Армысыздар достар, стоматологтар және де стоматология қатысы жоқ адамдар. Не үшін қатысы жоқ адамдар? Өйткені біз бүгін медициналық терминдарды алып тастаймыз. Қарапайым адамға да, стоматологтардың да өте өткір мәселелерін қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта интернетте қазір өте қатты талқыға салынып жатқан мықты дәрігер, стоматолог Арман Ерболатович, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Бізде бүгін Dental Show'дың алғашқы подкасты. Менің оң жағында отырған Dental Shop Қазақстан стоматологиялық дүкенінің құрылтайшысы Артықбай Үсен, қош келдіңіз. Рахмет, Бақытжан мырза, Әреке. Көп рахмет сіздерге. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, өте керемет. 2025 жыл аяқталды. Қалай шығарып салдыңыздар? Қандай өзгерістер бар? Біз 2025-ті аяқтаған 2025-ті өте керемет аяқтадық. Шымкент қаласында 500-ге жуық стоматологтар басын қосты, корпоратив ұйымдастырып, ол жерде шоу программалар, жалпы Есеңгіде болмаған күшті бір шоу жасадық, корпоратив кешті. Ол жерде біздің мақсат стоматологтармен бірге, жалпы осы салада болған соң біздің саламыз стоматологтармен бірге 2025-ті шығарып салу болған. Және де ол жерде тек қана шығарып салған жоқпыз, 2 адамды умраға жібердік. Және де 10 шақты адамды офис курспен қамтамасыз еттік. Әрине ол біздің Қазақстандағы мықты стоматологтардың ұсынысымен болды. Рахмет ол кісілерге. Және де ол жерде бір адамды стоматолог установкамен қамтамасыз етіп бердік. Одан да бөлек 100-ге жуық сыйлықтар болды. Керемет кеш болды. Жалпы ол жерде Қазақстанның жұлдыздары келді. Ән айттық, неше түрлі шоу программалар, ойындар болды. Жалпы айтқанда өте кәдімгі керемет, өте өзіме ұнады 2025. Қалай қоштасқым келмегендіктен амал жоқ, бірақ қоштастық. Қалай өткен білмей қалдық. Былайша айтқанда, стоматология тарихында бірінші нәрсе ғой, болып тұрған. Біз егер есептейтін болсақ, бұған дейін енді бұндай үлкен корпоративтер шынын айтқан кезде болған жоқ. Енді менің өзім стоматология бастағалы уақытым где-то бір 2014 жылдан бері осындай үлкен стоматологтардың 500-600-ге жуық стоматологтың басын қосып бұндай қорытынды жасау деген енді өзімнің жұмыс өтілімде ешқашан болмапты. Сол себепті өте үлкен қорытынды әдемі болды негізі. Қазір Арман сізге менде сразу 2 сұрақ шығып тұр. Dental Show'да сіз неге болмадыңыз? Сізді көрмедік. Сол Dental Show'да енді әркімнің өзінің жалпы несі болады ғой. Халал өтеді бізде. Бізде енді жоқ, мәселе халал харамда емес. Енді әркімнің өзінің әркімнің өзінің діни ұстанымы бар. Әркімнің жалпы өмірлік бағытында әркімнің өзінің принциптері болады ғой. Мысалға айтайын, енді сол жердегі мәселе халал харамда емес, бірақ сол жерде мәселелер болды. Енді өз жеке принциптерге байланысты, енді жаңа жылдық корпоратив сондай нәрселерге енді өз басым негізі енді діни тұрғыда қарсымын. Енді ондай нәрселерді тойламайтын болғаннан кейін, жеке атап өтпейтін болғаннан кейін, бірақ енді осынша үлкен шоуды ұйымдастыру, үлкен қаражатты, үлкен еңбекті талап ететін нәрсе. Мен сіздердің еңбектеріңізді, болмаса шақыруларыңызды жоққа шығарып, болмаса бір құрметсіздік таныту емес. Енді жеке принциптерге байланысты ол бір солай есік жабыла салды, болды. Атак біздің сыйластығымыз болмаса, Менде бір сұрақ келді. Сізге ұнады ма, ұнамады ма? Dental Show ма? Dental Show. Dental Show, әрине, жаңа айтқандай, енді үлкен еңбекті талап ететін нәрсе болғаннан кейін, адамға өзімізде еңбек етіп жүрген адам болғаннан кейін еңбекті сыртынан көреміз, бағалаймыз. Сол себепті, әрине, ондай шоуды ұйымдастыру оңай емес. 2026 Ораза шоуға шақырсаңыздар. Ораза шоуда, Деска шоуды күтеміз. Енді мен айта кетейін, жалпы жаңа көңіл күй керемет, рахмет. Осындай алғашқы подкасттың алғашқы қонағы болғанын қуаныштымын. Деска шоудың бірінші осы 25 жылы енді сіздер Деска шоу деп үлкен бір атап өтетіндей бір аштыңыздар ғой.
ұйымдастыру бағытында, стоматологтардың бір несін бағытын ашу бағытында да үлкен курстар бар, ол жерде үлкен шоулар бар, осындай подкасттар бар, әртүрлі да стоматологтарға арналған. И соның алғашқы қонағы болғаныма қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Бірінші 25-ші жыл мен үшін өте бір жақсы жылдардың бірі. Неге өйткені сіздермен біз контрактқа қол қойдық та, сіздермен достастық, сіздерді кездестірдік, сіздермен жұмыс жасадық. Өзімнің жұмыс енді стоматология жағынан да успешно болды, стоматолог клиника жағынан да успешно жыл болды. Былайша айтқанда, 25-ші жыл жалпы Қазақстанымыз үшін бір жақсы бір жыл болған секілді. Ал енді менде сразу бағанағы екінші сұрақ. Интернет желісінде неге қатты талқыға салынып кеттіңіз? Мен естуім бойынша бір определенный рилс шыққан, мен бірақ оны өз басым көрмедім. Соны өшіріп жіберіпсіз. Соны бір қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Енді жалпы бір рилс емес, негізі өшіріліп кеткен рилстар көп. Шығып өшіріліп. Енді бұл жерде мәселе көбінесе шындықты айтқанда болып тұру. Шындық ешкімге жақпайды. Шындық ол қашаннан да сол адам жаратылысынан бері қарай заманнан бері шындық ешкімге жаққан емес. Стоматологтар жағынан да, пациенттер жағынан да кейбір айтылмай қалған өзекті мәселелерді айтқаннан кейін де шығар мүмкін актуален болып келіп жатқаны. Сіздің енді меңзеп тұрғаныңыз сол Ташкенттегі рилс шығар. Ташкенттегі аузы күйген пациенттердің сол мәселесін қозғаған кезде үлкен шум болды. Деректе енді өзіміздің көршілес елдегі стоматологтар, сол Өзбекстан стоматологтар да көп жазған деректе. Өшіре салыңыз, бізге деген бұл құрметсіздік деген сияқты. Енді бұл жерде мен құрметсіздік туралы айтқым келген жоқ. Ондай өкінішке орай енді өзіміздің Қазақстанымызда да ондай нәрселер бар. Жалпы айтқым келген нәрсе ол жерде сол жақтағы енді бізде қымбатшылық, Ташкентте арзан деп кетіп қалып жатыр ғой пациенттеріміздің көбісі. Сол жаққа барады да аузы күйіп келеді де, кейін біз келіп қаншама переделка жасаймыз, не істейміз стоматологтар. Осы бір мәселені егер Ташкенттегі сондай арзандықты таңдасаңыздар, ондай бізде де бар деп айтқым келген негізі. Бірақ бір жекеге өту, стоматолог Ташкентті жамандау деген жоқ. Ол жақта да қаншама стоматологтарды білеміз, қаншама білікті мамандар шыққан. Өзіміздің досымыз Файзулла, мысалға, көкеміз доктор, СНГ-ге танымал лектор. Өте мықты лекторлар. Сондықтан бір жекеге өту, врачтарды жамандау емес, осы бір мәселені өзіміздің елде де шешсе болатын туралы айтқым келген. Бірақ өкінішке орай сонда үлкен резонанс болғаннан кейін амалсыздан өшіру керек болды. Мен жалпы осы мәселе бойынша мен көп естігем да, тоже енді стоматологский абордымен айналысқанмен стоматология саласында көп кісі түсінбейді. Мен таныстарым, достарым стоматологияны сұрайды, тоже сол тақырыпта әңгіме болады. Ташкентке барып емделіп келдік деген әңгіме болады да. Ташкентке барып емделген кезде действительно бізден чтобы ол жақ не үшін Ташкентке барады, мен түсінбеймін. Сол қалай жалпы қазір ол дұрыс па, дұрыс емес па? Ол маған сол нәрсе қызық. Мен ол достарым айтам, ол нәрсе бізде де бар. Ташкентте де бар. Ташкентте де нашар істейтіндер бар, Ташкентте мықты істейтіндер бар. Ол бәрі емес. Біздің Қазақстанда да тоже стоматологтар бәрі мықты деп айта алмаймын. Біреу мықты істесе, біреу кәдімгі ақшаға істейді, сапаға емес. Ақша кішкене қымбаттау. Ол жерде мен түсінген бойынша Ташкентте арзан істейді дейді да достарым. Не үшін десем, арзан істейді. Сонда халыққа арзан керек па, сапа керек па? Жоқ, бұл жерде мәселе көбінесе Ташкентке баратындардың негізгі мақсаты ақша үнемдеу мақсатында. На самом деле ол пациенттер негізі ақша үнемдемейді. Ақша үнемдеймін деп барады, бірақ ақша үнемдемейді. Неге? Өйткені Ташкенттегі сапалы істейтін клиникалар бізден 2 есе 3 есе қымбат. Салыстырмалы түрде 2 есе 3 есе қымбат ол жақта. Потому что ол жақтан границадан кіру, материал тасымалдау деген нәрсе бізге қарағанда налог көп төлейді деген сияқты. И сапалы врачтардың енді өзара Инстаграм бар ғой, сөйлесеміз. Ол жақта өте бізден де қатты қымбат. Арзан істейтін стоматологиялар негізі ол жақтың арзанымен салыстырғанда біздің арзан стоматология бізде арзан.
Мен негізі осы бір нәрсені жігін ажыратып бергім келген. Егер сіз о жаққа барып жатқанда, сіз сапалы стоматология барып жатқан жоқсыз, арзан стоматологияға барып келіп жатсыз, и сол жақтан жақсы лечение алып келдім деп ойлап жатсыз. А на самом деле дәл сондай деңгейдегі біздегі стоматология салыстырмалы түрде олдан арзан. Қымбат деңгейдегі стоматология салыстырмалы түрде ол жақта қымбат. Осы нәрсе, көбінесе ақша үнемдеу мақсатында мен сапа іздеп барады деп енді, может, редкі шығар ондай. Көбінесе ақша үнемдеу мақсатында. Ақша үнемдеу. Аха. Ал енді бізде ДСК шоудың алғашқы сұрағы, қазіргі уақытта стоматология ол емдеу ма или бизнес па? Енді бұл екі жағынан да қараса болады. Енді как мен өзім дәл қазіргі бизнесмен ретінде осы екі направленияны қалай тең алып жүруге болады? ұштастыруға, Енді қараңыз, дәл қазіргі сәтте менің өзіме де осы нәрсе өзекті болып тұр. Неге? Өйткені стоматологиялық бағытта бизнес жасау, в принципе, негізі қиын деп айтсам болады. Неге? Өйткені біріншіден стоматология каждый день дамып жатыр. Күнде дамып жатыр. Мысалға, сен бір жылға есеппен алатын болсаң, сен жаңағыдай осы современный протоколға сай заманауи құрылғыларды әкелдім, міне болдым, біттім десең, келесі жылы ол пайда қыспай қалады. И сол бизнес тұрғысынан сәл қиындау. Егер сен сапаға, міне мен стоматологияны сапалы түрде жасайым дейтін болсаң, ол бизнес ретінде сәл қиынырақ болады. Өйткені новый оборудование сатып алу керек болады. Қайта сол заманға сай ілесіп жүру үшін цифрлық бағытқа өтеді. Оған да ілесем десең, сен каждый жыл сайын, каждый ай сайын покупка болады. Бұл мысалға кофейня сияқты определенный ингредиенттермен алып, жаңағыдай жұмыс жасай бере алмайсың. Егер тек қана бизнес ретінде қарайтын болса, тек қана стоматологияны бизнес ретінде, мен медициналық тұрғысын былай қояйын, маған более бизнес жағы қызығырақ дейтін болса, онда табыс табуға болады. Сапа қызық емес, сол қалған ескі материалдармен, ескі протоколдармен жұмыс жасай береді. Но бірақ сапа жағы өте төмен деңгейде болады. Енді сапа мен екеуінің бизнесті ұштастыру қазіргі таңда шынын айтсам өте қиын. Өзім енді күнде врачеваниемен айналсам ғой, таңнан кешке шейін жұмыс істеймін. Еще одан бөлек мен клиникам жүргізуім керек қой. Клиникам жүргізу үшін тағы да уже бизнес жағынан қарау. Сен халатыңды шешесінде, костюміңді киіп, уже управлениемен айналысу керек болады. Ол деңгейде енді врач болып жүріп, бизнес жасап жүру негізі сәл қиындау. Тек бизнес тұрғысынан қарап, егер сапаны да екеуін бірге алам десең, бұл негізі вообще екеуін ұштастырған адам, екеуін де алып жүре алған адам, ол, если честно, бумғы нәрсе ғой. Сізде қосарыңыздар ма, Артықбай мырза? Мен бұл жерде енді айтайын деп отқаным, бизнес пен стоматологияны теңестіру үшін екі кеменің ортасында қалғанмен бірдей сияқты. Өйткені сен немесе стоматологияны дамытуың керек, немесе бизнес дамытуың керек. Екені дамыту үшін ол айналып келгенде қаржыға байланысты. Қаржыны кім табады? Стоматологтар табады. Мысалға, ол стоматологтарға кім ақша береді? Пациенттер береді. Пациентке кімді іздеп келеді? Қайтадан стоматологтар іздеп келеді. Стоматолог қалай болу керек? Ол стоматолог мықты болу керек. Мықты болу үшін не керек? Қайтадан ақша керек. Ол жерде уже сұрақ. Мен ойлаймын, что екеуін теңестіру үшін немесе сен қосымша бизнесің болу керек, жалпы сенің стоматологиядан бөлек, жалпы табыс түсіп тұратын. Немесе сенде действительно мықты білім болу сияқты. Потому что жаңағыдай сен күніне 20-10 пациент қабылдайтын болсаң, сенде уже бизнес қиын болады. Күніне 5-6, немесе максимум 2-3 қабылдайтын стоматологтар бар ғой. Олар енді бірақ чек жоғары болады. Действительно, олар бір сапаға қарай жұмыс жасайды да. Ал бизнеске келетін болса, ол кезде қиын болатын сияқты. Өйткені 2 адам, 3 адам келген жерде по-любому даму қиындау болады. Енді 10 адам келгенмен ше. Өздеріңіз де білесіздер ғой, қаншама оборудование сатып жатсыздар да жыл сайын. Сіз айта алмайсыз ғой, мен 2000 қай жыл бастадыңыз? 2015-те бастадым. 2015-те сатып жатқан заттың сіз әлі сатып жатқан жоқсыз ғой.
дәл солай. ол заттар әлде қайда өзгеріп кетті ғой, айтыңызшы. Иә, Single деген мысалға өзіңіздің креслоларыңыз ең алғашқы шыққан жаңағы версиясы мен қазіргі версиясының екеуі арасы жер мен көктей да. жер мен көктей. Одан сайын қазір дамып жатыр, сіз одан сайын қаншама новый оборудование әкеліп жатсыз, ол әкеліп жатқан оборудование бағасы көтерілмесе кеміп жатқан жоқ. Кеміп отқан жоқ, иә. Иә, ал оны сатып алатын кім? Стоматолог. Стоматолог оны жаңа айтқан сияқты оған қаражат керек, және жеке дамуына қаражат керек. Және де егер сен бизнесмен ретінде болсаң, сенің астында қаншама врачтар бар, олардың бәрі командамен жұмыс, маркетинг, есеп, система деген нәрселер, және оны врачевание бәрін араластырып жүру негізі сәл қиындық тудырады. Оны ол жағын мойындау керек. Қазіргі таңда сізде қанша врач жұмыс жасайды клиникада? Қазіргі таңда менде бір ортопед, бір хирург, 2-3 терапевт, 5-6 врачпыз ғой. Жалпы неше сотрудник, ассистент бәрін қосқанда? Где-то бір 15-20-дай боламыз. 15-20-дай адамға сіз қазір зарплата беріп, сол кісілерді қамтамасыз етіп отыр. Күшті тема. Аллаға шүкір. Бізде екінші сұрақ, жаңа клиника ашқанда бюджеттің қанша пайызын технологияға, қанша пайызын локацияға, қанша пайызын дизайнға жұмсаған тиімді? Енді бұл жерде смотря неге байланысты, көз қарасқа деп айтайықшы, стоматологтың көз қарасына байланысты. Допустим, мен ашқан кезде мен өзімнің енді стоматологиям более жоғарғы сегменттегі пациенттерге арнап ашайыншы деген мақсат болды. И оған жоғарғы сегменттегі пациенттерге енді не только уже стоматологический сенің біліктілігің, да, сенің навыгың, ол основной болғанымен дополнительный сервис қажет етеді, дополнительный жақсы интерьер қажет етеді деген сияқты. Сол себепті ол жерде уже стоматологтың көбінесе көз қарасына жаңағы жолына байланысты. Кейбір стоматологиялар бар, енді қатты бір интерьерге, дизайнға көңіл бөлмейді, но в основном ашамыз да жұмыс жасай береміз деген сияқты. Сол себепті ол стоматологтың жаңағы өзінің көзқарасына байланысты. Егер сен қай сегментпен жұмыс жасаған келсе, соған сай дизайның болу керек, соған сай интерьерің болу керек, соған сай сенің сервисің болу керек, және соған сай біліктілік болу керек. Сол себепті каждыйына қанша жұмсайтын болсаң, бәріне бір теңдей ақша жұмсалатын шығар. Менің ойым ол енді. Артықбай мырза, енді сізге сұрақ. Жақсы магазин ашу үшін қай моментке қарайсыз? Жақсы локация ма, жақсы дизайн ба, либо жақсы оборудованияны толтыру ма? Біз бірінші біздің компанияның таңдайтын нәрсесі локация, қатты мән береміз. Дәл қазір біз енді 10 жылдан бері бірден айта алмаймын, что 10 жылда біз осы білімнің бәрін алдық деп айта алмаймын. Біз қазір бұдан да жақсы білімге уже мұқтажбыз. Өйткені біз күннен күнге қателікті реттеп келіп жатырмыз, бұрынғы жасаған қателіктердің бәрін. Дәл қазір бізге локация маңызды. Өйткені кез келген адамға, бизнеске локация өте маңызды. Неге? Потому что ол жерде локацияда көп адам жүреді, өте ауқымды. Мысалға 100 адам жүретін жерде уже 100 мың адам жүреді деген сөз. Тегін трафик. 100 мың адам жүретін жерде уже былайша айтқанда тегін рекламада. А сіз рекламаға көбірек ақша құртқаннан мен ойлаймын, что локацияға көбірек көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Неге? Потому что локация ол живой, действительно көріп тұрған нәрсе. Адам тек қана көріп, көзбен көрген нәрсеге ақша төлейді. Ол интернетте неше түрлі қазір жағдай болып жатыр. Мысалы, ол рас, өтірік деген сияқты. Ал ол жерде көріп жатыр, локация кішкене болсын. Енді жеке брендтің бәрі сол қайта-қайта жаңағыдай көзге көрініп, миға сақталу ғой. Ол жерде миға сақталады. Локация мен үшін маңызды. Алдағы уақытта да тоже так бізде дизайн, біз енді дәл қазір Қазақстан бойынша бүкіл стоматология магазиндер қарап шықсаңыз болады. Именно Dental Shop Қазақстан дизайн жағынан өте жоғары бірінші орында деп айта аламын. Өйткені бізде полностью бәрі келген қонақтарға, келген клиенттерге жағдай жасалған, келеді, олар оборудование көреді. Біздің бірінші мақсатымыз сол оборудование. Бірінші оборудование көреді, сосын барып керек жарақ, ол керек жараққа по-любому материал қарайды, ішке қарай кіреді. Оның бәрі бізде осынша 10 жыл тәжірибенің арқасында осының бәрін біз зерттеп, осылай дизайн жасап жатырық. Сосын дизайн не үшін маңызды деген сұраққа, ол дизайн келген адам өзіні еркін сезіну керек. Келген клиент өзіні еркін сезінсе, ол жерде сіздің алу-алмау процесіңіз жоғары болады. Енді қараңыз,
келген қонақ келді, өзін еркін сезінді, чай кофесі немесе жаңағыдай ішінде кең болып тұр, жарықтар, светтердің бәрі жаңағыдай четкий, бәрі идеальный болып тұр, қатты жарық емес, қатты жаңағыдай қараңғы емес, темный емес, ол өзін еркін сезініп жатыр, келді да беймарал асығыс емес, затын таңдайды, ана затын таңдайды, көреді, алады, ұстап көреді, пайдаланып көреді. Ол бізге өте маңызды. Сондықтан біз максимально магазинді үлкейтеміз. Неге? Потому что ол жерде келген клиентке чтобы ол пайдаланып көру керек. Сол моментте пайдаланып, жаңағыдай қосып, өзіне ыңғайлап, алуға стоит, не стоит деген, чтобы сол жерде шешу керек та бізде. А бізге қазір біз каждый сотрудникке о нәрсені чтобы үйрете берсек, сотрудник по-любому біз айтқан нәрсені айтып бере алмайды. Немесе ол сотрудник жұмыстан шығып, неше түрлі жағдай болады ғой, жұмыстан шығып кетеді, басқа болады. Біз қайтадан сотрудникті оны дайындаймыз дегенше біз қаншама клиент жоғалтамыз. Вообще бізге клиент келу керек та, ол жерде чтобы 70-80% алуға дайын болу керек. Потому что дизайнды көреді, оборудованың бәрін қосып көреді, пайдаланып көреді, жалпы бағасын кішкене жаңағыдай бөліп төлеу немесе жаңағыдай оформить ету жағын сотрудник көрсетіп жіберсе, ары қарай уже ол клиент жұмыс алуға жаңағыдай дайын болады да. Егер де сіз мысалы локация нашар, бір тупиктесіз, и какой-то бір суық немесе жаңағыдай складта или болмаса бір жерде сатып жатсыз, ана жерде клиент өзін еркін сезініп тұрған жоқ, ана жерден кеткісі келіп тұрады, некомфортно, өзін асығыс ана жерден кеткісі келіп тұрады, и ол алу момент өте аз болады. Потому что қойшы кейін келем, немесе басқа жерден алсам деген, басқа жерден алам деген мақсат болады. Уже ол бізге минус. Именно магазин саласында болғаннан кейін біз каждый клиентті жібердік, ол бізге ол может ол клиент алғанда өзімен бірге 10 клиент алып келеді, немесе 3 клиент, немесе 5 клиент, кем дегенде 3 досына айтады, алмаса да. А бізге айтқан соң ол нәрсе жаттала береді. Денталшоп. Мақсатымыз сол. Келген қонақтарға, клиенттерге, жалпы клиенттерге условия жасап беру, чтобы олар келіп, өздерін еркін сезініп, бізден қиналмай, ойланбай, ақшасын төлеп алып кету мақсатымыз. Біздің басты бірінші мақсат клиент прав и клиенттің жағдайы біз үшін. Біздің компания үшін клиент маңызды, клиенттің жағдайы маңызды. Демек, получается, сол үшеуінде бірдей алып жүру керек, определенный бір тек қана локация ғана шешеді. Локацияда шешеді, дизайнда шешеді, но жалпы ол жерде барлық нәрсе шешеді. Өйткені мынандай ғой, бізде мысалы команда жұмыс жасағаннан кейін, мен осынша 4 компания болсын, 5 компания болсын, 5 бизнес болсын, 10 бизнес болсын, оны басқару үшін команда керек. А командасыз бизнесмен емес, менің ойым, жеке ойым. А команда жұмыс жасағаннан кейін, чтобы олар команда бизнес жаңағыдай басшыға мұқтаж, басшы командаға мұқтаж. Жалпы айналып келгенде бәрі бір-біріне мұқтаж. Бір командамыз. Ал енді Арман аға, жалпы именно стоматологияда тоже өте қатты локация маңызды ма, или Инстаграм бәрін шешіп кете ма? Қазір стоматология ашатын стоматологияның егейлері бір жақсы жақтан локациядан ашып қояды, но бірақ именно социальный сетте өз клиникасын продвигать етпейді. Либо болмаса наоборот, бір ғана кабинет ашып алады, но бірақ Инстаграм қарасаңыз прям айырып атқандай болады. Енді екеуі де жалпы маркетинг тұрғыда үлкен қажеттілікті талап ететін нәрсе да. Ең басында мен клиника ашқан кезде менде мынадай ой болды. Локация маңызды емес, егер дәрігер жақсы болса, егер сенің Инстаграмның маркетингің жақсы болатын болса, сені любой жерге пациент іздеп келеді деген нәрсе болды менде. Ол идеям дұрыс, бірақ ол көп уақытты талап етеді. Неге? Өйткені сен осы адамдардың барлығына өзіңнің құндылығыңды, өзіңнің клиникаңды, өзіңді түсіндіріп Инстаграм арқылы жеткізем дегенше саған көп уақыт кетеді. Егер сенде локацияда и Инстаграмда жақсы болатын болса, локация жаңа Арекең айтқандай, адам көп бар жерде, көз көретін жерде, бәрібір адам
ол жерге локацияға зависимы деген нәрсе менде қайтадан пайда болды. Ең басындағы мен жаңа локация маңызды емес деген нәрсені жоққа шығарамын. Өйткені жоққа шығармаймын, но болады олай, бірақ көп уақытты талап етеді. Егер сіз локацияны да жақсы таңдап, плюс еще Инстаграм болатын болса, сізде екеуінен салыстырмалы түрде локация плюс Инстаграм көбірек пациент, яғни поток жинауға сізге мүмкіндік болады. Локацияның өзінен де пациент кіре береді, и плюс сізде Инстаграм. Ана жақта локация не работает, а просто Инстаграм работает. Но на самом деле Инстаграм әрине локация қарағанда более маңызды. Ол қазір не только стоматология, бүткіл бизнеске маңызды нәрсе болып қалды. Өйткені адамдардың бәрі осы платформада, и әлеуметтік желіде олсыз, если честно, никак болып тұр. И плюс локация и Инстаграм. Екеуі де жақсы. Тандем болса вообще. Инстаграм қазір таңда сауда орталығы болды. Иә. Жалпы былайша негізі ол Инстаграмның негізгі өзінің основателі айтады ғой, ең басында ашқан кезде ол Инстаграмды сол мақсатта ашқан. Именно сондай сауда саттық, реклама жөніндегі. Кейіннен уже адамдар өзінің блогтарын жүргізді, не деді, содан бағыты кішкене ауысып кеткен да. Бірақ қайтадан негізі дәл қазіргі таңда сол Инстаграм бізде осы моментті айта кетейін, біздің Қазақстан бойынша бюджетті өте көп жұмсайтын компанияның біріміз. Мен білемін. Біз Сол ақшаны жерде жүрмін. біз ақшаны мына маркетинг саласына өте көп жұмсаймыз. Өткенде мысалға ненің өзінде, детский шоудың өзінде біз мысалға жалпы айтқанда бір $100,000 суммасы ойнады ол жерде. $100,000 деген ол мен үшін, чтобы жалпы клиенттерім үшін, жалпы мен үшін ол өте маңызды, және де болашағыма маңызды болғандықтан. Расход емес, ол инвестиция. Мен өзім болашағыма деген инвестициям болды. Жалпы мен солай қабылдаймын. Жалпы $100,000 қазір енді мына видеоны бәрі көреді ғой. Ол жерде сұрақ пайда болады, мен $100,000 басқа бизнес ашуға, немесе басқа тірлік істеуге, басқа не. Ол мен үшін, өзім үшін дұрыс $100,000. Ол кісілерде $100,000 болған кезде, может басқаша ойлайтын шығар. Келесі сұрақ екеуіңізге де қатысты. Клиника, стоматология клиниканың иесі өзі дәрігер болған дұрыс па? Либо болмаса мықты бизнесмен болған дұрыс па? Екеуі де болған дұрыс негізі. Жаңа көп енді сұрақтарыңыздың көбісінде салыстырмалы түрдегі нәрселер екен, жаңа локация, Инстаграм, болмаса бизнесмен не деген сияқты. Но егер жаңа айтқан сияқты бизнесмен болатын болсаң, бизнестік тұрғыда, именно бизнес ретінде қарайтын болсаң, бизнес жағынан саған көп прибыль алып келеді. Ондай кезде енді прибыль жағына келетін болсаң, бизнесмен жағына көбірек шығып кеткің келеді. Но егер мынадай мәселе бар, егер сенде жақсы команда болса, жақсы врачтар болса, жақсы жүйе болатын болса, негізі владелец основном управляющий бизнесмен болған жақсы. Өйткені стоматологияда мысалға көп жерде байқайтын нәрсе осы да. Мен қазір сапалы врачпын, крутой врачпын. Егер мен қазір клиника ашсам, адам көп келеді деп ойлайды. Сапа, сенің құндылығың деген нәрсені тек сен ғана білесің. Өзің ғана білесің да. Мысалға Артықбай жақсы врач, жақсы хирург, жақсы ортопед, жақсы имплантолог да. Оның жақсы екенін, оның айналасы және өзі білуі мүмкін. Бірақ оны адамдар білмейді. Ал бизнес тұрғыдан осы нәрсені, егер сен бизнесмен болмайтын болсаң, жақсы бизнесмен болмайтын болсаң, осы нәрсені аша алмайсың, адамдарға жеткізе алмайсың. Мынау аудитория, мынау сен. Мынаған жеткізетін, мына аудиторияға сенің құндылығың жеткізетін, ол тек қана бизнеске мышление. Тек қана мен врач болдым, мен күштімін, клиника аштым, алдавай келіңдер деген жоқ. Егер сенде бизнес мышление болмайтын болса, бизнеске қабілетің болмайтын болса, ол нәрсені жүргізе алмайсың. Дәл сол сияқты, егер сен тек қана бизнес деп, егер сенде сапалы команда болмайтын болса, ол өкінішке орай ол нәрсе бизнес жүйеңің сенің кейін әлсіруі мүмкін. Потому что құндылық баға көтерген сайын құндылық та көтеріледі, и сол құндылықтың адамдар түсіне бастаған кезде сенің бизнесің әлсіруі мүмкін. Өйткені сенде ешқандай сапа, құндылық жоқ, адамдар ондай жерден қашуы мүмкін. Сол себепті бизнесмен де болу керек, міндетті түрде,
и міндетті түрде жақсы врач болу керек. Ол екеуі айырылмастан деген нәрсе ғой. Ол нәрсені бөліп жаруға болмайтын сияқты. Но бизнестік врач болдым, міндетті түрде сен бизнесмен болу керексің. Без этого никак. Егер сенің өзіңнің клиникаң болатын болса. Ал достар, каналға подписаться етіп, колокольчик басып, лайк басып қойыңыздар. Каналдың дамытуына өте қатты көмектеседі. Үлестеріңізді қоспайыңыздар. Бұл подкасттың соңында бір өте керемет сыйлық сыйлайын деп тұрмыз. Подкастты аяқ жағына дейін көріңіздер. Келесі сұрақ. Бір кабинет жалпы қанша табыс алып келеді? Енді мына жерде смотря қандай кабинет, қандай врач дегенге келеді. Ортопед, хирург. Енді как мен терапевт ретінде айтайын. Егер терапевт ретінде орта есеппен емнің бағасы 40 мың деп алатын болсақ, күніне мен мысалға максимум 4 лечение қабылдаймын. 4 лечениеңіз 40 мыңнан где-то 4 миллион 805 миллиондай болады ғой. Оның жаңағы сотрудникке беретін бар, врачқа беретін ақшаң бар, ішіндегі материалың бар, бүткіл расходтарды алып тастаған кезде негізі терапевттің кабинетінде жоқ дегенде 1-2 миллион табыс болу керек. Егер жақсы есеп болса, мен просто орташа есеппен есептеймін. Ол таза не ма? Таза. Егер жақсы есеп, жүйелі и жаңағыдай осы расходтардың барлығын дұрыс есептеп, дұрыс прибыль шығатын болса, негізі орта есеппен осындай 1 миллион жоқ дегенде болу керек. Мен енді средний чекпен есептеп отырмын, қазір 40 мың теңгемен да лечениені. Енді ол 50 мыңға жасау мүмкін, 100 мыңға жасау мүмкін, әртүрлі ғой. Жалпы мен орташа есеп айтамыз ғой, енді қандай тіке. Осы жерде мен сізге сұрақ. Осы сіз жаңа айтасыз ғой, 1 миллион 2 миллион теңге табыстау үшін ол оборудование қаншақты болу керек ол жерде? Ол жерде оборудованияның жалпы бір кабинеттің оборудованиясы қанша сумма болу керек? Немесе өте жоғары, немесе өте төмен, средний? Ол да тоже жаңағы зависит врача. Егер врач микроскопист, жақсы специалист болатын болса, ол міндетті түрде жақсы аппараттар талап етеді. Қазір жаңа айтып жатыр ғой, жақсы ем жасау үшін жақсы аппараттар да керек саған. Жақсы аппараттар, ол микроскоп аласың, жақсы кресло аласың, жаңағы сенің сканерің болу керек, сенің жақсы ультразвук, жаңағы аппараттар деген сияқты емге қатысты. Егер бір кабинеттің оборудованиясын есептейтін болсақ, ойбай, білмеймін, бір 15 миллиондай кетеді. 15 миллион теңге мен 2 миллион теңге табуға болады, дұрыс па? Иә, 15 миллион мен 2 миллион. Егер де микроскоп болмай, жаңағыдай сканер болмай, жұмыс жасаса, сонда қанша сумма болады? Енді мен ондай нақты әрбір неде есептеп көргенім жоқ. Енді жалпы қазіргі орта есеп болатын болса, егер қазір мен бастаймын, маған базовый заттар керек дейтін болса, бір 2-3 миллионмен бастауға болады. Бір кабинетті жабдықтауға 2-3 миллион. Ол жерде менде бір сұрақ туып тұр. Артықбай мырза, бір кабинетті ашу үшін қанша ақша кетеді? Дәл осы сұрақ өзіңізге. Бір кабинетті ашу үшін жалпы расходниктардан бөлек, жалпы расходник есептегенмен 3,5 миллион теңгені басталады. 3,5 миллион теңгені басталып, арғай арекең айтпақшы 15-20 миллион, может одан жоғары. Может одан жоғары. Но енді жалпы 3,5 миллион теңгені басталып, ол 3,5 миллион теңге біздің компанияда бар ол зат, и 3,5 миллион теңгелік под ключ жасап бере аламыз. Ондай біз солай под ключ кабинетке дайын прайс шығарып қойғанбыз. Арнайы Dental Shop Қазақстан және магазиндерінен немесе хабарласып білуге болады. 3,5 миллион теңгеге біз оборудование жасап береміз. Керекті жарақты мысалға жұмыс жасап дайын. Арғай расходник кім қалай қолданады, немен қолданады, арғай өзінің жұмысы. Біз жұмыс жасауға дайын, пациент келеді, қабылдайды, шығарып салады, ақшасын алады. 3,5 миллион теңге басталады. 3,5 миллион теңгеге ол мынандай сұрақ келуі мүмкін, не үшін арзан? Және де ол гарантиясы бар ма деген сұрақ келеді. Жалпы гарантиясы бар. 1 жыл гарантиясымен 3,5 миллион теңге. Ол Қазақстан бойынша кез келген магазиндермен салыстырып көрсеңіз, 3,5 миллион теңге біз сияқты сапалы затты бере алмайды. Өйткені біздің компания үлкен болғандықтан, біз заводтармен жұмыс жасаймыз. Тікелей прям бізде ешқандай не жоқ. Ортада посредник жоқ. Посредник болмағаннан кейін ол заводпен жұмыс жасағаннан кейін бізге әлде қайда тиімдірек болады. Бізде әлде қайда тиімдірек болған соң, біз
клиенттерге тоже әлдеқайда тиімдірек бағаны ұсынамыз. Ол не үшін? Біздің көбірек дамытып, көбірек клиенттер біз таңдау үшін. Әрине ол оборудование ашып жатқан кезінде кез келген стоматологқа ол ақша өте маңызды болады. Өйткені ол ремонт жасайды, аренда бар, сотрудниктердің жұмысқа алуы бар, ол жерде маркетингі бар, дизайн, сіз жаңа айтпақшы, дизайны бар. Оның бәрі айналып келгенде қаржыға тақалады. Біздің этап ол соңындағы. Уже ремонт жасап қойды, дизайн жасап қойды, ақша бітіп жатқан кезде тек жабдықтай қоясыңдар. бізге келеді да, жаңағыдай кішкене ақшам болмай жатыр, ақша жетпей қалды деген сұрақтар өте көп болады. Сосын біз осы нәрсені клиенттерге тиімді бағамен сол 3,5 миллион теңгеге қойып қойдық. Негізі бұның бағасы бұрын 3 миллион теңге еді, қазір көріп отырсыз доллар, жаңағыдай енді біз жұмысымыз амал жоқ доллармен, енді сондай нәрселер қосылып жатқандықтан біз 3,5 миллион теңге баға қойдық. 3,5 миллион теңгемен под ключ полный жұмыс жасауға и 1 жыл гарантиясымен біз жасап дайындап Енді установка жасап береміз. сұрақтың жауабы сол болып тұр ғой. Егер базовый сіз міне енді ашам, ең төменгі бағадан ашам десе 3,5 миллион бір кабинет жабдықтауға жеткілік болып тұр ғой. 3,5 миллион теңге Сонда, иә. жеткілікті. Иә. Ал егер де сіз жоқ, менде ақша бар, мен мықты, күшті болып салым керек, мен по дизайнмен салым керек, ол кезде сізде уже чек көтеріледі. 5,5 миллион, 10 миллион, 15 миллион оборудованиялар білесіздер, китайский және де Европанікі болып бөлінеді. Европанікі болатын болса, ол жақтан Европадан келу оңай емес. Оның бәрі қаржы, оның Европаның заттары өте сапасы жоғары, сапа жоғары жерде баға өте жоғары болады. Баға өйткені ол сапа жоғары жерде баға төмен деген нәрсе жоқ. Ол стоматология саласында да, ол бизнес саласында да тура солай. Баға жоғары болғандықтан уже сіз жоғары жабдықтау керек болады, жоғары сума талап етеді. Дальше енді бірден бастан студент болуы мүмкін. Қазір енді стоматологтар көп қой. Чтобы стоматологтар бір клиникада жұмыс жасап жүреді процентке. Сөйтіп жеке шыққысы келеді өздері. Енді қанша дегенмен 10 жыл өзіне жұмыс жасайды, бәрі түбінде адамдар өзіне келіп жұмыс жасайды ғой. Енді өзіне жұмыс жасайтын кезде ол әрине біз таңдайды. Неге? Потому что біз тиімді баға ұсынамыз, және де сапалы зат ұсынамыз. Ол клиенттерге өте тиімді. Келеді, 3,5 миллион теңгемен ашады, дальше жұмысын жалғастыра береді. Тек қана пациентке көңіл бөлсе болды. Құрметті стоматологтар, Dental Shop Қазақстан инстаграмына өтсеңіздер, 3,5, 4,5 және 5,5 миллион теңгеге дайын стоматологиялық кабинет под ключті көрсеңіздер болады. Ішінде қандай жабдықтар кіреді. Бұндай ұсыныс жалпы қазір нарықта особо қатты ешқандай компания беріп жатқан жоқ. Сіздер бастарыңызды ауыртпайсыздар. Әр зат автоклав қақтан алам, анан қақтан алам деп ДСК сіздерге қызмет етуден негізінде шаршамайды. И уже дайын готовый стоматологический кабинет уже дайындап қойған, кіріп көрсеңіздер болады. Так, енді тағы да бір сұрақ. Арман аға, клиника ашу оңай ма? Или клиника жабу оңай ма? Әрине жабу оңай. Ол сұрақ, бәріне. Мен ойлап, бұл жерде жабу да оңай емес. Өйткені қаншама еңбек, қаншама тер кетеді ол жерде. Жабуға енді қаражат керек емес қой. Ашуға қаражат кетіп жатыр ғой. Жабу деген нәрсе енді ешкімнің басына бермесін, ол жақсы нәрсе емес. Жабылып қалу деген нәрсе, ол бизнестің құлдырауы, болмаса қандай да бір қиыншылықтардың пайда болу деген сөз ғой. Енді ашу да оңай емес, жаңа айтқан Арекең сияқты. Жабу да бәрібір адамға енді моральдық тұрғыда, психологиялық тұрғыда өте ауыр нәрсе. Бірақ енді көзбен қарайтын болсақ, салыстырмалы түрде жабу ешқандай қаражат талап етпейді ғой. Любой нәрсені жауып тастай саласыз, қандай бизнес болса да. Но ашу ол үлкен білімділікті, жалпы қаражатты, бизнестегі білімділік деген бизнестегі білімділікті, опытты бәрін қажет етеді. Мен бұрын ойлайтын әрбір стоматологтың арманы ғой, енді мысалға стоматология ашу. Көп стоматология осы тұрғыда ашып бастап отыр. Ақтөбе болсын, Шымкент алады да, стоматология ашсам болды жүреді деп ойлайды да. И бұл жерде негізі көп білімділік керек. Ол жаңағы өзіңнің врачтық тұрғыдан бөлек көп білімділік керек.
сен рынокта анализ жасап білуің керек, сенің адамдарың кім, сен қандай бағыттасың, сен не бересің адамдарға, не ала аласың деген сияқты, сенің сегменттерің кім, сенің қандай услуга, сенің құндылығың қандай, осының бәрін адам түсініп барып, бұл жаңағы денежный жақтан бөлек үлкен білімділікті қажет ететін нәрсе. Ақша, әрине ақша енді может қазіргі таңда табу жеңіл шығар. Инвесторлар бар жан жақта. Егер сенің жақсы бизнес жүйең болатын болса, инвесторды қызықтыратын болса, онымен ашуға болады. Жабу енді ешкімнің басына салмасын, өте ауыр нәрсе. Психологиялық тұрғыда, бірақ енді қаражат талап етпей жабу үшін. Өйткені енді қаншама ақша, қаншама вложение, просто қаншама ақша. ауаға ұшқанмен бірдей ғой. Стоматология ашу жағынан тағы да бір мәселені қозғап кеткім келіп отыр, Артықбай мырза. Мен білем, стоматология ашатын стоматологтар келеді, жеке сөйлесесіздер, және де сіздерде бөліп төлеу, рассрочка без банка деген бар. Ол қалай болды? И бұл жақта екінші сұрақ. Олай бөліп төлеуді мықты дәрігерге бересіздер ма? Или мықты клиникаға бересіздер ма? Сіз кәдімгі қақымды болды сұрақтарды. Енді мықты дәрігер дегенде, Мына сұрақтар қақымды мықты дәрігер барлығын бірдей қайсысы мықты емес екен білмейтін шығарсыздар енді примерно. Жалпы личный бренд дамып кеткен дәрігерге бір ғана дәрігер, ол оның клиникасы емес, сол кісіге берген, сол бөліп төлеуге берген дұрысырақ па, тиімді ма сіздердің тараптарыңыздан? Или болмаса мықты клиника уже аяққа тұрып алған, соған рассрочка берген тиімді ма? Мне кажется, клиникаға берген тиімді. Так, ол өте қиын сұрақ болды мынау. Неге? Өйткені мықты дәрігерге беруге болады, өйткені ода опыт бар ғой. Мықты болса, ода пациент болады. Пациент бар жерде ақша бар, ақша бар жерде Қарызын ерте құтылады. қарыз ерте құтылып, несі жоғары. Проценті. Енді қараңыз, біз рассрочка беретініміз рас, оны біз өзіміздің VIP клиенттерге. Жалпы біз енді 10 жылдан бері жұмыс жасап отқан клиенттер бар. 10 жылдан бері жұмыс жасап отқан кезде, біз беретін кезде ол кісілерді, чтобы бізге уақытысына төлеуі маңызды. Сосын уақытысына төлеп, ол туралы жалпы отзыв керек қой. Жалпы қазір сіз қанша дегенмен өзіңізді мықты көрсеткенмен айналып келгенде отзыв қой. Өйткені сіздің айналаңыздағы адамдар сіздің кім екеніңізді біледі ғой. Сіздің кім екеніңізді білгендіктен ол жерде сіз өтірік айта алмайсыз. Кеп бізге мысалға мен мықтымын, немесе мен ақшам көп деген әңгіме өтпейді. Оны білесіз. Біз сұрайтын кезде, қарызға беретін кезде, мысалға әрекең кеп бізден қарыз сұрайтын болса, біз әрекең жан-жағындағы танитын кісілерді, ол кісілермен біз жақсы араласамыз. Қанша деген біздің клиенттер ғой. Біз әрекең жайлы отзыв сұраймыз. Ол кісі қалай, қаншалықты, жалпы жұмыс қалай, клиникаларда мысалы пациенттер қалай, пациенттер туралы отзывтар қалай. Өйткені стоматологтардың ішінде болып жатқан пациенттер мысалға, ол ауыр жағдай не болсын, операция болсын, жеңіл болсын, ол стоматологтың арасында ғана жүреді. Стоматологтың арасында жүргеннен кейін ондай ситуацияны тек қана стоматологтар өздерінің әріптестері ғана біледі. Чтобы әріптестер білгеннен кейін ол туралы информацияны тоже әріптестерінен сұраймыз. Біз әріптесінен сұрағаннан кейін уже белгілі болады. Біздің беруіміз немесе бермеуіміз. Жалпы біздің компанияда жалпы процент деген нәрсеге қарсы, бірақ дегенмен бізге ол нәрсе қажет, заң аясында жұмыс жасау, ол қанша дегенмен біздің жұмысымызға ертең болашақта әсер етуі мүмкін. Сондықтан біз заң аясында жұмыс жасағандықтан ол жерде через договор жұмыс жасаймыз. Белгіленген срок болады, белгіленген сроктан кешігіп кететін болса, өзіне жараса штрафтар болады, немесе жаңағы өзіне жараса артынан барып іздемейсіздер ма? Біз артынан барып іздемейміз, біз через сотпен жұмыс жасаймыз, заңмен жұмыс жасаймыз. Заңмен жұмыс жасау керек. Қазіргі заманда артымен іздеу деген ол қалып кетті. Баяғын заман шығар мен ойым. Қазіргі заманда тек қана заңмен, заң аясында жұмыс жасап отқандар бар ғой. Соған бола қаншама оқып отқандар бар, қанша өмірін жұмсап отқандар бар. Что біздің тарапымыздан біздің ақымызды алып беретін адамдар бар ғой. Бірақ оған енді жеткізбей қойсын. Оған жетпей қояйық, но бірақтан жалпы біз отзывқа қараймыз. Сосын әрине стоматологиясы егер жақсы болатын болса, ол кісілер жақсы, шынымен де мықты болатын болса, ол кісілер қарызға алмайды. Мен ойлаған. Енді қарызға алған ол
қиын жағдайда болмаса, енді аяққа тұрып жатқан стоматология болмаса қарыз алып жатқан. Мықты стоматологтар қарыз алмайды. Неге? Потому что ол лучше одан да ақша жинайды да новыйны ала салады, немесе күтеді уақыт. Өйткені ол жақсы, не үшін жақсы болып тұр? Ол өйткені ешкімнен қарыз жоқ, ешкімнен жаңағыдай ешқандай проблемасы болмайды. Ал енді бастап жатқан стоматологтарға әрине оған поддержка керек. Өйткені ол қолдау керек. Не деген добрыйсыздар. Қолдауды кім береді? Қолдауды біздің компания береді. Өйткені чтобы аяққа тұру болсын. Бізде мысалы 10 жылдан бері жұмыс жасап жатқан кезде, мысалы қазір шын мәнінде қазір осы видеоны қарап отқан кісілер бар. Прям с нөлмен келген кісілер бар. Біз нөлмен бер жеріміз ана кісілерге ше. Енді ол кез бізде енді чтобы өзімізді таныту, жаңағыдай өзімізбен жақсы стоматологтармен жақсы араласу мақсатында бердік, сенім артып. Ол кісілер сенімді бізді ақтады. Бізде ондай ситуация әлі болған жоқ, что бермей қалу деген. Өйткені стоматологтар өздерінің абыройы үшін ондай нәрсе жасамайды сияқты. Өйткені стоматологтардың абыройы тек қана стоматологтың ішінде жүреді. Жалпы өзің намысы. Өзің намысы да. Жалпы стоматологтардың астынан жүргеннен кейін олар өздері туралы артында ауыр сөз қалдыруды немесе жаман отыз қалдыруды қаламайды. Жалпы жұмыс жасауға уже ол бейімделді ма, уже ол мақсат қойды ма, мен что осыны ашам, осыны дамытам, осыны жүргізем, осы қарыз алып, осыны құтылам деген мақсат болса, ол Алла Тағаланың өзі көмектеседі ғой, жалпы айтқанда. Оған ешкім бармай ақ қойсын. Бізде что ол нәрсеге бармай ақ қойық. Ешкім негізі қарызға жұмыс жасамай ақ қойсыншы. Бәрі наличка алсыншы. Бізге де ақша керек, шыны керек ше. Бізге келіп ақшасын беріп, лучше 100 000 теңге скидка жасап берейік. 200 000 теңге скидка жасап берейік. Қазір осы жерде ДСК компаниясында 10 жыл болды. 10 жылдың ішінде ең крупный қарызға алған адам қанша чек сумма? Оны айтсам қазір маған бәрі сол сумманы сұрайды ғой. Ертең. Оны болмай ма айтуға? Айтпасақ болмай ма, айту керек па? Приблизительно бізде бір Камри бар ма? Камридің 3-і бар. Салонда. Айба. Салонда 3 Камри. Ол кісілер енді біздің прям қаншалықты сенімділік керек 3 Камридің бағасына қарызға ақша беру. Ол кісі қазір тілеп жүру керек қой қазір. Заң аясында болды ма ол шешімде? Заң аясында болғанда ол кісілермен заң аясында болғанда заң жүрмейтін кісілер. Заң жүрмейтін кісілер ғой. Жалпы ол кісілермен екеуміздің арамызда тек қана Алла бар. Негізі бар ғой, заң жүрмейді дегенде бұл жерде үлкен риск бар сияқты бизнес ретінде. Неге? Өйткені жақсы қаншалықты сенімді бола бер. Вдруг ол кісіні машинаға қағып кетті де, Алла сақтасын. Өмір кеп қалды мысалға. Оны артында может қарызды мен алмаймын десе, ол сіздер үшін үлкен бір енді кассовый разрыв. Жалпы қараңыз енді бұл жерде жалпы бізде бизнесте тек қана, мен түсінігім бойынша мысалға, бизнесте тек қана тәуекелшілер. Что тәуекелшілер жасайды бизнесті. Ал рисковать ете алмайтындар уже ол жұмыс жасай алмайды бизнесте. Жалпы сіз қорқа берсеңіз, ол өте қиын жағдай. Біз бұл жерде чтобы мақсатымыз не болды? Бизнес болғандықтан ол кезде тәуекел жасауымыз керек болады. Неге? Өйткені бізде скатта тұрған бізге де керек емес. Жалпы жұмыс жасау керек. Ол клиентті чтобы біз танимыз, оның ортасын танимыз. Ол алғаннан кейін кемінде 3-4 адамды чтобы бізге чтобы не жасап беруіне, бізге бағыттауына, бізді ол сол кісі арқылы алатынына біз сенімдіміз да. Сондықтан біз ол кісіге береміз. Өйткені ол сол енді шындығына келгенде ше, бұл жерде ештеңені жасырудың қажеті жоқ. Действительно ол кісілер бізге прям жақын. Дәл қазірде мысалы ол кісілермен жұмыс жасап, ол кісілерге бере аламыз. Дәл қазірде. Өйткені ол кісілермен тікелей сұрақ қарызын қайтарды ол кісі. Қайтарды. Даже ол кісі даже сенесіз ба, біз определенный уақыт бердік ол кісіге. И ол кісі срогынан ерте қайтып тастады. Жартысынан, мысалы біз 3 айға берсек, ол кісі 1 айдан аса құтылып тастады. Өйткені ол сенімді болды, соған рисковать етіп қарызға алды. Бізде сенімді болдық оны бере алатынына. Солай жағдай болды. Біз жалпы мысалға қарыз жайында негізі өте күрделі мәселе ғой қарыз. Жалпы көп компаниялар ол жерде процент қойып тастайды, басқа қылады. Мысалға 100 000 теңге затын қарыз алсаңыз 150 000, 200 000 теңге бірге бір бағасын қосып жібереді. Неге? Потому что оларды бизнесте болғаннан кейін ол сіздің просто заморозка ақшаңызды ұстап тұрады. Сіздің туысқаныңыз бермейді ол жерге. Қарыз деген вообще невыгодный нәрсе ғой. Мысалға сіз пациенттердің өзі мысалға
кейде тумаң болмаса да рассрочка внутренне жасап береміз, жаңағыдай скидкасын жасап береміз. Қарыз жазбайсың ғой қарыз көк дәптерге. енді бізде жаңа арнайы программа бар, соның ішінде тұрады. Иә, жаңа Арекең айтқан сияқты қиын. Бизнесмен үшін ақшаңды ұстайды, сен материал алуың керек, оның орнына толтыруың керек, дополнять етуің керек деген сияқты. Ол сен кассаңды былай айтқанда жұлып тастайды ол нәрсе. Бірақ енді адамдар үшін тиімді да, ол бизнесмен үшін вообще тиімсіз ол қарызға беру деген нәрсе. Жалпы жаңа сіз программа айттыңыз ғой. Мгм. Сізде қандай программа? Менде қазір CRM программа Clinic Arts деген программа. Біз осымен қазір жұмыс жасаймыз. Жалпы Магдент туралы білесіз ғой? Магдент білемін. Иә, Магдентпен жұмыс жасағам мен. Иә, Бір жұмыс. клиника ашқан кезде 1 ай жұмыс жасағам. Магдент не үшін сізге Болмады ма? тиімсіз болды ма? Мақпал ханым, құлағыңыз алтын сырға. Енді Магдент қазір қазақстандық CRM программа ғой. Ол кісілердің ең изначально маған предлагать еткен уақытынан қазіргі жасап жатқан жұмыстары екеуі негізі жер мен көктей. Қазір енді Мақпал ханым мен өзіне подписанмын. Магденттің жұмысы деген қазір енді белсенді жұмыс жасап жатыр. Бірақ изначально уақытында мен попадать етіп қалдым да, сол Магденттің енді кіріп солай істеген уақытында. Шикі еді ол уақыт. Иә, шикілеу болды. Жаңағы консультанттары дұрыс консультация бере алмады. Түсіндірген кезде программаның өзінің құндылығын дұрыс ашып түсіндіріп бере алмады. Программамен жұмыс барысында да бір-екі қиындықтар туды. Жаңағы біздер енді каждый пациентті фотоға түсіреміз ғой, фотография жасаймыз тістерін, ол материалдарды максималды сақтаймыз. Соны жүктеу кезінде, план лечения құру кезінде деген сияқты мәселелер. Бірақ плюстар да болды ол кезде. Плюстары сол жаңа онлайн түрде подписать ету документтерді деген сияқты моменттер. Сосын салыстырмалы түрде қаражат жағынан мәселе болды. Әртүрлі пакеттер болды, жаңағыдай стандарт, не деген сияқты. Clinic Arts'та бүткіл складқа шейін бәрі қамтылған. Бағасы да арзан болды. Маған тиімді болды. Енді жаңадан ашып жатқан клиника үшін әрине біз сол нәрсеге көп мән береміз. Өзі арзан, өзі маржан деген сияқты. Қазір осы моментті айта кетейін. Егер де Мақпал ханым сізге шықса, жақсы ұсыныс айтса, сіз CRM-нен емес, Магдентке өте аласыз ба? Егер қаражат барлық плюс-минус мен как клиниканың управляющий ретінде мен бәрі плюс-минус салыстырам. Егер Магденттің плюстары көп болатын болса, неге қоспасқа, вообще проблема жоқ. Өйткені қазір CRM-де жұмыс жасап жүріп, Магдентке қосқандар өте көп. Магдентте енді CRM-нің бір түрі ғой. Бірақтан енді өзіне жараса ерекшеліктер бар. Оны жаңағыдай Мақпал ханым қаншама рет айтты мысалға. Өткенде Астанада да мысалға 500-ге жуық стоматологтардың бағасын қосып солай жасады ғой. Енді бұл жерде мен Мақпал ханым сізге айтқым келіп жатыр. Арекеңе шығып осы кісіні жақсы ұсыныспен чтобы өзіңіздің программаңызды қамтамасыз етуге. Сізге бізден бір клиент. Ал енді мынау бағанағы бері айтып жатырмыз, ДСК компаниясында 10 жыл болды. Бұл жалпы басталған тарихы кішкене қызықтау, шет жағасын естідік, соны бір айтып берсеңіз, Артықбай мырза. Бұл өте өзекті мәселе. Естіген бойынша бір гараждан сатып алып. Біз басталған кезде жалпы енді өте қиын сұрақ. Мен ол күндерді есіме алсам, қазір жылағым келеді, прям көзіме жас алғым келеді. Өйткені мен бұл 10 жылдың ішінде 10 жылға осы бүгінгі күнге жету үшін Dental Shop Қазақстан бүгінгі күнге осыншама адам мысалға қазір 30-дан астам 40-қа жақын адам істейді ғой. 30-дан астам жұмысшы өзіне өз жұмысшыны алып жұмыс берудің жағдайына жету үшін айта алмаймын. Жалпы мен ол күнін есіме түсірсем, қазір жылағым келіп тұр. Өте қатты қиналғанбыз бізде. Бұл күнге жету өте бізге қиынға соқты. Қай жылы басталды? Бір 2015-те басталған. 2015-те бір 2 установкамен басталды. Ол кез ағам болған, Нұржан ағам болған. Сол кісі істеп жүрді. Енді шет жағасын біз көреміз ғой, по-любому. Соң қасына жүрдік, басқа қалдық. Сол кісімен айтыр кейіннен біз командаға адам ала бастадық. Сонымен уже бізге даму керек екенін түсіндік. Уже бізге алға қарай жылжуымыз керек екенін түсіндік. Сонымен жалпы ештеңе неған жоқпыз, қайтқан жоқпыз. Аренда шынымен біз әлі күнге дейін арендамаймыз. Аренда жүреміз. Енді 1-2 филиалдарымыз өзімізге, қалғандар аренда.
арендамен жүрген кезде өте қиыншылықтар болған. Осы нәрсе есімнен кетпейді. Жалпы біз аренда бір жерде алдық. Сөйтіп аламыз да бір ай тұрмай үш хозяин келеді да басқа кісілерді қоятын болады. И просто так біз бір жыл келіскенбіз. И бір айдың ішінде шығарып жіберді. Ол кезде прям договор жасау деген нәрсе болмаған да, мысалға ше. Ол жылдары қатты дамымаған еді. Мысалы, енді біздің компания дамымаған, и ол жақтан бізде ой болған жоқ та. Условия. Сонымен болды, тұрамыз дейміз. И бір жылға келісімге отырамыз. Ауызекі. Сөйтеміз да, ол кісі бір айға жетпей шығасыңдар дейді. Біз ішінен ремонт, бір апта ішінде ремонт жасадық. Әдемілеп істедік, оборудованиені әкеп қойдық, мебельдер істетіп тастағанбыз. Активнее қылып күн-түн жұмыс жасамайшы. Күн-түн ұйықтамай жұмыс жасап, бір апта ішінде аштық. И арасына бір 15 күн өткеннен кейін клиент келіп тұр, жалпы бір айға толмай. Хозяин келіп тұр, хозяин келді, шығасыңдар дейді. Не болып қалды? Осындай бір өзім таныстарым тұрайын деп отыр. Аға, осындай біз енді кішкене жас боламыз ғой. Аға, не үшін олай болып отыр? Арнайы келісім болған жоқ па? Арнайы келісім болғанда қолмен кәдімгі. Ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Сонымен болған ғой. Жаңағы договормен ондай есе болған жоқ қой. Біз енді біздің компания оншалықты дәрежеге жеткен жоқ еді да ол кез. И бізде ондай білім де жоқ еді. Баста әсек. И сол моментте кішкентай заттарымызда бұншалықты көп зат емес еді. Шығасыңдар дейді. Шықпаймыз дедіңіз. Біз енді ол хозяин ғой, шықпаймыз дегенмен уже сөзің өтпейді. Ары сөйлестік, бері сөйлестік, ақшасын кестік. Ол кісі болды тұрасың дейді, 2 есе бағасын айтады. Народный место. Сіз ойлаңыз кәдімгі әлі бір ай болған жоқсыз. Ремонт істетіп алды да сонымен тегін ремонт жасап бердіңіздер. Иә, жалпы тегін жасап бердік. Сосын кейін басынан жалпы көшу керек болды ол жерден. Бір түннің ішінде басқа магазин тауып, бір түннің ішінде. Прям біз после обед ол кісімен кеспей қалдық. И таңертең басқа жақта магазин ашып тұрмыз ғой. Таза сондай бір активный жұмыс жасадық. Қасымда команда көп емес еді, бір балдар бар еді. И өзім достарыма кәдімгі шықтым, осындай мынандай көшу керек. Сол кезде енді бір дизайнмен кішкене бір мебельдермен істеген кезіміз ғой. Одан бұрын кәдімгі складта осындай где-то бір 40 квадрат жер ба, бір 30 квадрат жерде шықпайды мына жерше. Сондай жерде жататын, оборудование анауда бір-бірінің шығып, магазин аштық, күшті қылып деп. Сол қуанышымыз көпке созылмай қалды да, сол моментте. Соның бір түн ішінде біз басқа магазин ашып, сол жаққа көшіп кеткенбіз. Сол кезде мен өте қатты кәдімгі мына жеріме селда, мотивацияда өкініште болған осы салады жалпы. Өте кәдімгі. Бір жағынан мен енді бұл саланы кәдімгі өкінішім болды. Не үшін бұлай болып отыр деген сияқты. Екінші жағынан маған мотивация болды сол нәрсе. Мен әлі бұл нәрсені чтобы екі еселеп өзіме чтобы дәлелдеймін деген сияқты. Ол да болды. Соның арқасында әуелі Алла Тағала сондай бір қиын жағдайлардың арқасында бір осы моментке келіп тұрмыз. Бұл қазір біз 10 жылдығымыз, келесі 10 жылдығымыз жалпы бұл мен уже елестетіп қойғам ол нәрсені. Одан да жақсы болады деген үміттеміз Құдай қаласа. Жалпы осындай магазин табысты болу үшін бірінші очередьте не керек? Сату ма или сервис па? Бизнес это община. Чисто әңгіме. Ол община. Ол сервистізден бұрын тағы не айтыңыз? Сервис сату жаңағы жалпы айтқанда бірінші очередь адамға мінез керек қой. Бірінші орында мінезің күшті болса, сен адамдармен күшті тіл табысасың, жақсы араласасың, и сосын барып уже жұмысыңды өзіңді жалпы сатыңды ұсына аласың. Егер сен просто клиент келді, мысалы сервисін чай кофесін алдына әкеп қоя салдың, бірақ чай кофе беріп жатсың, сен қалай беріп жатсың? Либо қай затты ұсынып жатсың, сен қалай ұсынып жатсың, сол ғой. Сен мінезің күшті болып, ана кісіге жақсылап, бір ол кісіні жаңағыдай күшті қарсы алып, күшті шығарып салып, көңіл-күйін көтеріп. Осы жерде сөзіңізді бөліп жіберейін. Қазір бізде көп кәсіпкерлер сервис дегенді тәтті кофе деп қана шектеліп қалған. Кофе мен чайын апарып берсең, сол сервис деп ойлайды. Негізінде ол емес. Ол емес. Негізінде ол кофемен бітпейді. Кофе ол клиент сізден бір 5-6 минут теңгеге сауда жасап жатқан адам ол кофені даже керектісі ашып ала салады ғой. Өзіне ше. Ол жерде ол кофе қызық емес. Ол жерде внимание. И сенің ұсынысың, сенің общинаң, сенің мінезің. Сен сол кофені ұсынып жатсың, значит ол кісіні құрметтеп жатсың. Ал ол кофеден қымбат құрмет болып тұр да. Сіздер не только кофе
басқа қаладан келетін болса күтіп аласыздар, Иә, күтіп аламыз. жайғастырасыздар, Гостиница ар бері бәрін өзіміз көрсетесіздер, компаниясымен. гостиницасын көрсетесіздер, өздеріңіз шығарып саласыздар. Иә. Өйткені бізде батыстан, басқа қалалардан көп келеді. Ол кісілерді бәрін аэропорттан күтіп аламыз. Егер де мүмкіндік болса, біздің компания билетін алып береді. Егер ол постоянный клиент болатын болса, жаңағы Арекеңдер сияқты клиенттер болса, біз билетін алып береміз. Күтіп аламыз. Аэропорттан гостиницаға барып жайғастырамыз. Гостиницаға барып тамақтандырып, ол кісі қаланы қыдырамын десе қаланы қыдырады, дем аламын десе дем аламыз. Условия бір жұмыстарым болатын болса, бір машина тауып береміз. Сөйтеміз, жұмыстарын бәрін бітіріп, бізден зат алып кеткеннен кейін аэропорттан қайтадан шығарып салып жібереміз. Ол не үшін? Бізге ол жерден көбісі ойлайды, ол жерде пайда жоқ деген сияқты. Но дұрыс, бірақ внимание ғой, ол деген. Ол кісіге деген құрмет қой. Бізге кім керек? Стоматологтар керек. Стоматологтарды біз не істеуіміз керек? Құрметтеуіміз керек. Біз құрметтегеннен кейін ол кісілер біз туралы жақсы отсып басқа біреуге ұсына алады. Егер сізде мысалға өзіңіздің бір ерекше бір жерден бір адамнан бір ерекше бірдеңе алсаңыз, сол кісі есіңізде қалады ғой. Есіңізде қалады, басқа адамға ұсына аласыз оны сен. Егер де жаман болатын болса, жаман деп айта аласыз, жақсы болса, жақсы деп айта аласыз, ұсына аласыз. Біз үшін маңызды внимание, одан кейін клиент. Жаңағыда айттым ғой. Клиенттің чтобы бізге көңіл күйі, күлкісі, біз жалпы ойы өте маңызды. Ал енді магазиннің тақырыбына келетін болсақ, тағы да нарықта әртүрлі материалдар бар, расходниктер бар, бағалары әртүрлі. Сол сұрақ, арзан материал сату ұят емес па? Арзан материал сату ұят емес па? Так, біз арзан материал не үшін алып келеміз? Қымбат материал өтпегеннен кейін алып келеміз. Шындығында ғой. Сұрақтың жауабы ма? Қымбат материал өтпегеннен кейін арзан материал алып келеміз. Арзан материалда сұраныс көп болғаннан кейін ол көп сатылады. Қанша дегенмен. Білесіз ғой, стоматологияда мына нәрселер көп та. Одноразовый, өйткені адамның өмірі болғандықтан одноразовый, бір рет қолданатын нәрселер өте көп. Ол адамның өмірі өте маңызды болғандықтан бір рет қолданады, екінші адамға қолданбайды. Қауіпсіздік үшін. Ал бір рет қолданатын нәрселер всегда арзан болады. Арзан нәрсе ол ұят емес деп ойлаймын. Өйткені егер де сізде действительно кәдімгі сұраныс бар ғой? Иә, действительно егер же сұраныс болмайтын болса арзан затқа, біз магазин жағамыз да қымбат затқа өтеміз. Қымбат сегментке алып келеміз. Шындығына келгенде уже қымбат зат сатуға тура келеді ғой бізде. Өйткені бізде арзан зат өте көп өткендіктен арзан зат. Бізге де енді жұмыс, жалпы бизнес болғаннан кейін ұят емес, в основном сұранысқа байланысты. Сұранысқа байланысты. Бізде сұранысы сол болса, сұраныстағы нәрсені алып келеміз ғой. Егер сұраныс болмаса, уже біз не істейміз оны затты алып келгенде. Өйткені бізде сықырта тура болған тау үйіліп тұрған бізге де керек емес қой. Бізге сату керек, айналым керек. Жалпы жаңағыда көбірек стоматологияларға жұмыс жасау керек. Көбірек біздің өзіміздің брендімізді дамытуымыз керек. Айналып келгенде арзан зат көбірек өтеді. Ол жалпы бүкіл әлемде арзан зат өте тез, өте көп өтеді. Қымбат заттың адамдарына қарағанда арзан заттың таңдайтын адамдар өте көп. Мықты стоматологтардың өзінде де қазір көрсеңіз, бәрі мықты деп айта алмаймын. 100% мықтыға ол біздің қоғам, біздің Қазақстан қалтасы көтермейді. Бәрін қымбат істеу үшін. Сондықтан ол нәрсе стоматологтарда жалпы оларда табыстау керек. Олар просто қымбат затты әкеп қойып, болды, мен осымен қымбатпен істеймін деген не жоқ қой оларда. Қатып қалған ештеңе жоқ қой. Оларда чтобы соқтан пайда көру керек қой. Пайда тек қана арзан затта көбірек болады. Қанша дегенмен. Сату маржа өте арзан, бірақ көп сатылады. Қытайдың фишкасы сондай ғой. Қытайда мына жерде ана нәрсені айтып кету керек. Арзан дегенде қазір көбісі енді көріп отырған пациенттер ойлап қалуы мүмкін. Мен сонда стоматологтар арзан алып бізге арзан нәрсені пихать етіп жатыр ма деген сияқты. Жоқ, арзан емес, бұл жерде сөз альтернатива деген көбірек жақсы болатын шығар. Мысалға, iPhone болатын болса, iPhone-ның альтернативасы. Былайша айтқанда қатты бір оригиналдан айырмашылық жоқ. Сол сияқты қазір Қытайдың рынок қатты дамып жатыр ғой, қазіргі сапалы заттары қазіргі оригинал заттардан да сапалы болып жатыр деген сияқты. Қытай қазіргі оригинал заттардың көбісінің альтернативасын шығарып жатыр. Ол альтернативаны қолдануда тұрған қатты бір проблема жоқ. Енді мәселе андайда, жаңа сіз айтқан сияқты барлығы бірдей арзан зат емес, бірақ кейбір жерлерде біз альтернативын қолданамыз.
И бірақ мәселе олардың сапасында емес, артықшылықтары уақытында. Оригинал сізге 1 жылға жетуі мүмкін, альтернатива 6 айға жетуі мүмкін деген сияқты ғой. Анда арзан дегенде просто ойлап қалмасын деп жатыр ғой ол пациент. арзан дегенде ол действительно негізі стоматология саласындағы заттардың ешқайсысы арзан деп айта алмаймын. Негізінде да. Негізінде ешқайсысы арзан деп айта алмаймын. Жалпы Еуропа мен Қытайдың бағасына қарағанда негізі жалпы құрамы, жаңағы несінің бәрі бірдей да. Қытай бізге Қазақстанға жақын болғандықтан ол тез келеді, және тиімді болып жолмен келеді. Ал Еуропаның заттар келеді, бірақ ұзақ уақытқа және де ол жолының бағасы қымбаттан, растаможка жаңағыдай нелердің бағасы қымбат болғандықтан ол баға қымбаттап кетеді. Негізгі бізде қазір бізді алып жатқан заводтар бар ғой, көбісі Еуропаға жібереді. Біздің істеп жатқанымыз, жұмыс жасап жатқан компаниялардың көбісі Еуропаға жұмыс жасайды. Біз айтады, олар Еуропаға сатамыз дейді. Бірақ просто ол жерде жаңағыдай ғой, сапасын бәрі құрамы бірдей шығарады. Просто ол жаққа Еуропаның атын жазып береді. Бізге кешегіде мысалға не бар ғой? Матрицалық система SD Dental. Соның ішінде 2 кольцо бар да, 2 стоматологтар көріп отырса, 2 кольцо бар. Соның кольцосы мысалға әлемдік бренд Гаррисонның баламасы, альтернативасы. Енді мен как стоматолог ретінде айтайын, Гаррисонды да қолданып көрдім мен. Кешегі SD Dental'ды да қолданып көрдім. В принципе, маған қатты айырмашылық жоқ. Неге? Потому что Гаррисон 2 кольцосының өзі, матрицалық жүйесінен бәрінен 2 кольцоның өзі, каждыйының өзі 150 мың теңге тұрады. Мысалы, 150 мың теңге сен SD Dental'дың, например, бүткіл наборын алу мүмкінсің да. Сондай мәселелер де бар, енді андай глобальный нәрселер емес, тонкий моменттерде заменить ететін заттар бар. Вообще проблема жоқ. Мысалға, экспеденттің өзі, микроскоптың өзі, мен неше жыл бойы, мысалы, CJ-да отырдым да, немістің кәдімгі жақсы заводтан шыққан микроскоптардың бірі да. Экспедент келді, жұмыс жасадым, в принципе, айырмашылық жоқ. Неге мен анаған қаншама қаражат құртам, лучше мен давайте экспедентпен жасайын. Экспеденттің өзінде, мысалы, линзалары, бәрі шоттың, мысалы, компанияның несі ғой, мировой брендтің нелері. Сондай моменттер бар да, салыстырып қарайсың, енді қазір өзің клиникаң болғаннан кейін бизнесмен ретінде жаңа айтып отырмын, маған қайсысы тиімді, баға жағынан, не жағынан, в принципе, сападан қатты айырмашылық жоқ болса, бағасы төмен неге мен таңдамасқа деген сияқты ғой. Құрметті стоматологтар, специалисттің өзі айтып жатыр, экспедент таңдаңыздар. Жоқ, андай мен не жағынан емес. Чисто специалист ретінде айтып отыр. Реклама емес, мәселе просто айтқым келген андай жаңадан ашып жатқан клиникалар бар ғой. Просто сол нәрсеге егер қаражаттарыңыз шектеулі болатын болса, вообще негізі дымда проблема жоқ, вообще почти айырмашылық жоқ. Жұмыс жасауға болады деп. Просто енді Еуропа деген аты бар. Европейский стандартқа сай. Жаңа ашатқаннан айтып жатқаным сондай. Еуропаның көп заттары Қытайдан шығады негізі. Самом деле, реально. Қазір мысалға экспедент Қытай емес қой, заттардың бәрі британский компания ғой, просто сборка Қытай. Сондай нәрсе, мысалы айфондардың өзі біраз нелері жасалады да, основной заттар, бірақ Қытай құрастырады деген сияқты. Ол жерде не, мысалы Еуропада не қымбат қой, налог қымбат, жұмысшы саны қымбат. Қытайда жұмысшы саны арзан, құрастыруда жеңіл дейсің ғой да. Құрастыруда өте тиімді да. Сондықтан ол біздің жаңағыдай экспедент компаниясы Қытайға келіп завод ашқан. Ол кісілер негізі директорлары британдық. Ол ешқандай Қытайға қатысы жоқ. Просто амал жоқ, ол кісілер чтобы халыққа, жалпы әлемге тиімді баға болсын деп Қытайдан келіп просто құрастырады. Көбісі түсінігі бойынша Қытайдан шығып жатыр деген түсінік болады да. А самом деле ол заттардың бәрі шетелден жасалады. Арман аға, арзан баға стоматологиялық клиниканы өлтіре ма? Қазір бәсекелестік жүріп жатыр ғой. Әр клиника енді таргетте де көреміз. Акция 1+1, 5+1 деп скидка беріп тастаған. Менің нем ғой, енді бұл қазіргі таңдағы миссиям ғой. Осы нәрсемен күресіп жүргенім. Анық құртатын нәрсе. Арзан баға дегенде, енді арзан емес, жаңағыдай скидка, акция, розыгрыш деген нәрсе. Бір-бірін демпинговать ете береді. Медицинаны өлтіретін нәрсе. Неге? Өйткені, мысалға ойлаңызшы, кардиолог шығарып жатыр да, акция, скидка болып жатыр, біздер стенд салдырып алыңыз дегенде, ол
адамның ойында қалай қазір мен кардиостенд так, жүрекке. иә кардиостенд деген жүрекке мысалы қай жер бітеліп қалады сол жерге стенд салады. Мысалы бізде стендтарға акция болады десе сен ойлайсың ба, так мен стенд жасатып алсам ба екен деген сияқты уақыт осыны пайдаланып. Стоматология дәл сондай нәрсе, ол да дәл сондай тамыр сияқты орган. Мысалға сен жаңағыдай андай ғой, сенде скидка розыгрыш болып жатса, сен барасың да мен тісімді жасатып алайыншы деп именно скидкамен барасың да. Именно сен денсаулықты жөндеу деген мышление жоқ сенде. Наоборот, сен скидкаге, акцияға, розыгрышқа адамдарды тәрбиелейсің да. Мысалға, скидка жасау деген нәрсе негізі мәселе емес, ол проблема емес. Стоматологияда скидка жасау проблема емес. Егер сен мысалға, бәке сіз маған келсеңіз, екеуміз отырдық, мен сіздің ауыз қуысыңызды қарадым, фотоға түсірдім, үлкен экранға шығарып түсіндіріп айтып жатырмын да, осылай 8 миллион теңге чек шығарып примерно жақсы, ондай чек жоқ. Шығардым, сіз айтасыз, Ареке, кейбір жерлерде скидка жасасақ бола ма десе, мен жеке сізге жасап берсем, ол проблема емес. Проблема қайда? Проблема оны жариялауда. Жариялауда. Мысалға, бізде бүгін осындай неге скидка, осындай коронкілерге акция, осындай нәрселерге жаңағы розыгрыш болып жатыр деген проблема осы да. Неге? Өйткені адамдарды сен скидкаға, акцияға, розыгрышқа шақырып жатсың. Медицина ол неге шақыру керек? Денсаулыққа шақыру керек. Адамдар денсаулығын жөндеуге келу керек. Соны адамдар ұғыну керек. Мен қазір тісім менің важный органым, тамырым сияқты жаңағы. Мен ол тісімді жөндемесем, менің денсаулығыма зиян. Ол маған маңызды нәрсе. Ол маған мына саусақтарым сияқты маңызды. Мен бір саусағымнан айырылып қалсам, 4 саусақпен өмір сүре алмаймын. Қиын маған. Мынаны ұстау қиын. Тамақ жеу қиын. Тісте дәл сондай орган, дәл сондай мүше, оны дәл солай қабылдау керек. Қаншама бұлшық етке, нервный системаға, біздің бас сүйегімізге, мына суставтарымызға, омыртқаға, біздің жүрісімізге бәріне тіс влиять етеді. Адамдар оны білмейді. Біз наоборот осы нәрсені рекламировать етудің орнына, осы бір важный нәрсе, осыны құндылық деп жеткізудің орнына наоборот біз скидка одан сайын түсіре береміз. Тіс деген не ол? Ерунда. Кел, одан да мен скидка болады, жасатып ал деген сияқты да. Бір кариес емдесең, екіншісі тегін. Құнды. Сенің жасап жатқан еміңнің құнсыздандыру ол. Мен былай да жасай салатын нәрсе ол деген сияқты. Ондай скидка, ондай акцияларды Dental Shop Қазақстан жасаса жарасады. 1+1 оборудование. Кофейня, киім сататын магазин, оборудование сатса, ол үйлесет, жарасады оған. Вообще проблема жоқ. Денсаулық қой. Адам денсаулығы болғаннан кейін ол нәрсені құнсыздандыру ол өте нашар нәрсе. Мен қазір мына нәрсені айтсам, стоматологтың бәрі мені жек көріп кететін сияқты. Мына акция жасап жүргенде. Сонда адамның өмірі акция ма сонда? Сондай болып тұр ғой. Сондай болып тұр. Адамның өмірі акция ма деген. Адамның өмірі акция болып тұр, Былайша айтқанда, енді ол мен если сіздерде действительно адамның өмірімен тікелей байланыста ғой. Тікелей байланыста болғаннан кейін ол нәрсе наоборот жоғары болмаса төмендемеу керек та. Ол нәрсе наоборот жоғарылау керек та. Мысалы өзінің прайсынан жоғары болу керек. Потому что мына тісті мысалы кішкене сложно болып кетеді. Оны ешкім білмейді ғой. Не қандай ситуацияда болатынын, болашақта не болып кететінін ешкім білмейді. Жалпы қазір мысалға қаншама адамның ішкі органдарына жасаған кезде, мысалы операция істейтін кезде, бәрі расписка жаздырып алады. Расписка жаздырып алған кезде, не расписка, если бір жағдай болса, мен гарантия бермеймін деген сияқты. Адамның өміріне тек қана Алла тағала гарантия береді. Оған гарантия бермейді. Гарантия ол кісі акция беріп отқаннан кейін, значит, гарантия беріп тұрған дегенге келіп тұр ғой, былайша айтқанда. Енді қараңыз, жалпы акция жасады, ол кісі уже төмендеді, адамдар келіп ағылды, ол ағылғаннан кейін ажиотаж жерде сервис нөл болады. По-любому сізге 10 адам, 15 адам келіп тұрсын, ана сіз каждый пациентті үстел сүртіп, жаңағыда полный залалсыздандырып, жаңағыда нені кварц қосып, сосын бар пациент қабылдау деген болмайды. Өйткені сіздің қасыңызда 3 адам күтіп отыр, 4 адам күтіп отыр, очередьте. Сіз обед ішкен жоқсыз, амал жоқ, не істейді? Өтірік сүртеді да, соны қабылдайды. Айналып келгенде сол болады, сөйтеді өмір просто так ойыншық болады. Сосын бір нәрсені түсіну керек. Қолдарым жаман құрысы отыр. Стоп. Сондай бар. Қол аяғым құрысып қалар. Так, осы жерден кетті. Сосын бір нәрсені айту керек. Акция, скидка, розыгрыш жасайтын адамдар естерінде болсын. Ол пациенттер уақытша. Егер сен қашан акцияны, скидканы тоқтатасың, сол кезде ол пациенттерде тоқтайды. Неге? Қай жерде акция, скидка бар, олар сояққа барады.
ол сегмент ешқашан тұрақты сегмент болмайды. Жаңағыдай сен акцияны қашан тоқтатасың, қай жерде акция бар олар іздейді уже, сол жаққа кетіп қалады. И сол себепті қазірден бастап просто ол андай ғой, мен ұзақ периодқа мен шыдай алмаймын, тез анаған жетіп алғым келіп тұр деген нәрсе ол. Мысалға сен көресің, клиника аштың, клиниканың ішін пациентпен толтыру керек. Пациентпен толтыру үшін саған құндылығыңды көрсететін үлкен маркетинг стратегия керек та. Сен қалай жеткізесің, құндылығын жеткізесің, анау үлкен шақтар, уақыттар, периодтар керек та. Ол адамдар ол периодқа ұзақ шақтарға бұлай жүргісі келмейді. Олар тез жетіп алғысы келеді ана цельге. Маған поток тезірек керек, мен сол потокты жинап алуым керек дейді де, акция розыгрыш жасайды. Ол адамдар келеді. Проблема жоқ, келеді розыгрышқа, скидкеге, акцияға келеді. Но бірақ сенде ол нәрсе қалай тоқтайды, оларды тоқтайды. Сенде база пациентов деген болмайды. А сен жаңағы цельге жаңағыдай дұрыс қадамдармен баратын болсаң, есептелген маркетингпен, жаңағы жүйемен баратын болсаң, ол пациенттер саған өмір бойына қызмет етеді. Өмір бойына. Бір кісілерді мен енді стоматологтармен көп байланыста болғаннан кейін, ол кісілер айтады, кәдімгі өзімен бірге өсіп келе жатқан кісілер бар да. Прям ана қабылдаған кезде бұл врачта кішкене жас болған, ана балада жас болған да, қазір балада өсіп кеткен, врачта өсіп кеткен да. И мен ойлап отырмын, арадан 10-15 жыл өтіп жатыр да. 10-15 жыл бойы сол кісіні таңдап келіп жатыр да, кісі. Ол 15 жыл бойы кіммен танысты, кіммен араласты, ол по-любому кімді айтады стоматолог кезінде? Әрине өзінің врачын айтады. Уже айналып келгенде оның өзі плюс та, жалпы ше. А если акциямен келіп қалған адамдар, ол білмеймін, жалпы сенен де ары қарай бір акция шығып қала ма, уже сен танымай қалады. Күшті бір не айтайыншы. Менде бір пациент болды, келді, жатты, ондай международный спикер деп айтсам болады, бизнес саласынан, үйден. Сол кісі жатты да, менде емделіп жатыр. Маған айтады, Ареке, егер сен мені ертең, мысалға жаңағыдай осындай адам, артықбай, ренжіме, мен сені клиникада бүгін су кетіп қалды, мен сені гаражда қабылдаймын бүгін десең, мен саған гаражға барам дейді. Сен мені келесі күні сарайда қабылдаймын десең, мен саған сарайға барам дейді. Ареке, маған керегі сенің интерьерің, дизайның, сервисің емес, маған керегі сен дейді. Сенің врачың, сен маған врачсың, сен менің денсаулығыма көмектесесің, мен сені таңдаймын дейді. Дизайн, интерьер, сервис дегендер олар қосымша нәрселер. Олар жаңағыдай, чтобы сенің жаңа продукттың услугаң болса, емің болса, сенің құндылығың соны жаңа гүлдендіретін нәрселерді. Дизайнды мен бір күн көрем, 2 күн көрем, 3-ші күні мен сенің дизайннан жалығам, бәрі маған привычно болып кетеді дейді. И сервисіңде сондай привычно болып кетеді. Везде сервис маған қатты ондай не емес. А маған керек адам ол сен. Мен сен қай жерге, гаражға, сарайға шақырсаң да, мен сол жерге барам дейді. Осы нәрсені дәрігерлерді түсіну керек та. Адам, когда сен дәрігер өзінің құндылығын көбейтеді, адам бәрібір сені іздеп тауып алады. Бәрібір іздеп тауып алады. Сен жаңағыдай хоть неше жерден розыгрыш акциясы жасама. Мынандай сұрақ келіп тұр маған ше, сізде стоматология саласын таңдадыңыз ғой? Тастаймын деген кездер болды ма? Иә. Қанша рет? Мен соны әр нақтылап кетсек. Мен дейтін. Не үшін ондай болды? Ареке жаңа айтып жатыр ғой, жылайтын, оны айтсам жылаймын деп, соны айтсам жылайғым келеді, и сол кезде жылағаным мен. Стоматологияның бастапқы уақыттарында мен бір клиникада жұмыс жасап жүрдім, Ақтау қаласында 2015 жылдары. 15 жылдары клиника жасап жүрдім. И енді емнің сапасы ондай күшті емес. Бірақ енді сол кезде өзім жақсы емдеймін деп ойлап жүрдім. Енді бірақ современный протокол емес, ескі немен жасап жүрдім. И кейін сол уақыттар бір клиникада жұмыс жасағаннан вообще қаражат болмай кетті. Күніне, аптасына тек қана 7000 теңге шығатын касса. Өзіме. Аптасына 7000 теңге қана шығады. И басқа клиникаларға жұмысқа тұруға барайын десем, басқа клиникалар жұмысқа алмайды. Сондай болды жұмысқа. Енді ол кезде мен протоколым кішкене жаңа айтып отырмын ғой, нашарлау болды, бірақ менде потенциал андай желание қатты болды дамуға деген. Бір клиникаға барам, протоколыңды айтшы дейді. Осылай емдеймін, каналда өстіп шаям деп айтып отырсам, жеткіліксіз. Мынаны ауылдағы сиырларыңа бар істе дейді. Сөйтіп айтты. Екінші клиникаға барам, екінші клиника қап-қара болып кеткен ғой, клиника іздеп азып кеткен.
И екінші клиникаға барсам, түрім қап-қара болып кеткен, апарықпын еще ол кезде. Айтады да, нема, сізді суретке түсіріп алсам бола ма дейді. Иә десем, неге десем, типа врачтарыма көрсетейін деп едім дейді да. Сен сияқты адамдар бар екен деген сияқты. И Ақтауда действительно мен жылағым. Теңіздің жанында отырып Теңізді толтырғансыз ба? сырласып теңізді сол кезде көбейді. И стоматологиядан кетемін деп шештім. Стоматология все, мен кеттім, қоям. Бір неге барып, супермаркеттің ішінде хот-дог, бургер пісіретін жерлер болды. Сол жерге хот-дог, бургер пісіріп, сонымен келісіп кеттім. Айына 100 000 теңге берем дейді. 2015 жылы 100 000 теңге нормальный ақша. Все болды, стоматолог қоямын, үйде жатырмын. Үйде жатырсам сағат 9-да, кешкі 9-да бір звондап тұр. Звондап, саламатсыз ба, бұл Просмайл клиникасынан сіз резюме тастап кеткен екенсіз, бізге дәл қазір собеседование келе аласыз ба дейді. Ол кезде Рустам деген жігіт, білесіз ғой, сол Просмайлдың старший болды, врач, главврач болды. Сол барсам айтты, бізде енді жаңағыдай врачқа енді не жоқ, вакансия жоқ. Егер ассистент болып жасайтын болсаңыз, біз сізді жұмысқа аламыз, ертең келіңіз деді. Мәз болып кеттім. Жақсы, иә. Просмайлды білдім, потому что Просмайл ол кезде мықты, әлі де мықты ғой. Әлі де мықты, иә. Мықты клиника. Қуанып кеттім. Сөйтіп, врачтық тастап, ассистент, ана бургерге звондап, ертең шықпаймын. Кешірмеді. Болды, иә. Сөйтіп, жаңа стоматологияны полный тастап кетейін деп жатқан периодтан сағат 9-да звондап, собеседование қайтып ассистент болып, содан сол жерден новый заттарды көріп, қайтадан врач болып, микроскоп отырып, сөйтіп специалистің қайтадан жанданып кетті Аллахтың қалауымен. Болады. Қазірдің өзінде де болады. Соңғы рет қашан болды? Қатты выгорать етіп кетесің ғой. Мысалға, выгорание көбінесе жаңағыдай бір нәрсені қайталап істей бергеннен көбінесе келеді. Мысалға, бір нәрсені қайтадан істей бересің. И оның нәтижесі саған уже белгілі. Нәтижесі белгілі. Мысалға, сен жаңағы жұмыс жасап жатсың, и сенде ешқандай өсу жоқ, ешқандай даму жоқ, кассовый ешқандай прибыль келіп жатқан жоқ. Сен жаңағыдай управлением айналысайын десең, врачебный хромать етіп қалады. Врачебный кетіп қалайын десең, управление клиниканы хромать етіп қалады. И сондай орталарда кейде болады. Құрсыншы бәрін тастай салам, бәрін жауып тастаймын. Врачты айналыспен кішкене демалам. Сосын бір жерге клиникаға кіріп, қайтадан жайдан бастаймын деген сияқты. Ондай ойлар енді келеді. И сосын пациенттерден де кейде шаршатып жіберетін пациенттер болады. Келеді де, аузына келген оттап кетеді. Сенің жасаған еміңе құрметсіздік көрсетеді. Сондай кездерде не істеп қаласың, қатты депрессия етіп қаласың. Бірақ иә, Аллаға шүкір, енді қазір ондай нәрселерді енді жеңіп үйрендік қой. Нал дейді жаңағыдай, дағдыландым дей ма? Дағдыланып кеттік ол нәрсеге. Бірақ иә, болып тұрады, любой стоматологтың бойында болады. Әсіресе осложнениелер кезінде. Мемлекет тарапынан стоматологиялық клиникаларға қандай да бір көмек болып жатыр ма қазіргі уақытта? Мемлекет тарапынан осы алдыңғы жылы не болды ғой? Медицинский услугаларға налог болмады. Сол жағынан көмек болды. А так былай мемлекеттің тарапынан ешқандай көмек жоқ. Мынандай не бар ғой, дамумен ақша береді ғой. Аз мөлшерде процент. Енді мен өзім кредит не дегенге, процент дегенге жоламайтын болғаннан кейін. Онда кешірім сұраймын сізге. Бұл басқа врачқа қоямыз. Жаңа өзім айтып отқан діни принциптарыма сай келмегеннен кейін оларды, бірақ даму деген жақсы нелер бар ғой. Оны да бірақ қайтарасың ғой, бәрібір. Бірақ алдыңғы жылы медициналық нелерге, услугаларға налог болмады. Сол жағынан кішкене тиімді болды. Қазір қайтадан көбейіп жатыр. Осы жерде бір не сұрақ қойғым келіп жатыр. Бірақ шыныңызды айтыңызшы, қазір стоматологияны дамытқыңыз келе ма, немесе бизнес жаңағы баста бір сұрақ болды бізде. Өзіңіз дамытасыз ба, стоматологияны бизнес дамытасыз ба деген. Сізде қазір дәл қазір қайсысы важный болып тұр? Ең бірінші клиника ашар кезде мен просто так клиника ашам деп не істеген жоқпын. Менің мақсатым, ең негізгі мақсатым, Рауда деген үлкен медицинский компания жасау керек болды. Оның ішінде не только стоматология,
Оның ішінде басқа да жобалар болды. Эндоцентр, жаңағыдай Рауда Fashion, тағы да неше түрлі медициналық сервистарды барлығын қамтитын сондай компания жасағым келді. Сол компания сол әлемдік болса деген ой болды менде. Әлі күнге шейін Аллаға шүкір ол мақсат бар. Үлкен бір мақсаттардың бірі. Мен клиникамды дамытқым келеді. Неге клиникамды дамытқым келеді? Өйткені клиника ол сен жоқта да, сен барда да, сенің ұрпағыңа да жұмыс жасай беретін нәрсе. Ол сен клиникаңды дамытқаннан кейін сен оған міндетті түрде сай болу керексің. Өзіңді дамытпасқа ол мүлде болмайды. Өзіңді параллельно бәрібір дамытасың. Сол үшін мен бизнесті, брендті дамытқым келеді. Өйткені қаншама қазіргі әлемдік брендтер бар, өзінің основательдері өліп қалса да өмір бойы жұмыс жасап тұрған. Сол сияқты менде дәл сол деңгейге. Менде бір кісілерден тоже мықты стоматологтардан естіген. Жоқ дейді, уже ол кісілер уже до того шаршап кеткен ғой, нерв кетіп қалған. Ол кісі уже мен болды, осы бір стоматологым, осымен қалам дейді. Арай дамытудың қажеті жоқ дейді да. Мысалы бір стоматологым күшті басқарып алсам да соның жеткілікті дейді да. Соған бұл сұрақты қойып отқан себебім ғой. Сізде жалпы болашақта клиниканы көбейту ма, жалпы бір стоматологмен қалу ма деген сияқты. Сіздің енді ойыңыз жаңағы дамыту болды. Мен ана кісілермен, басқа кісілермен сөйлескен кезде ол кісілер айтады, маған керек емес, уже артық шаршадым, шыны керек. Маған осынша жыл істедім, осынша уақыт істедім, маған жеткілікті деді да. Уже ол мен ойладым, что болды, ана кісінің ойы басқаша екен. Қазір сіз мына сұрақ қойған кезде сіздің ойыңыз басқаша болды. Жалпы түсінікті. Жалпы дамыту. Арман мырза, бай адам мен қарапайым адамның тісінде қандай разница бар? Тісінде? Тісі алтын болады ма айтып қымбат болады десеңші. Енді ондай сравнение болмапты менде. Мынау бай, мынау кедей, олардың тістері қандай деген сияқты. Чек жақсы болып тұр ғой. Үлкен чектер, үлкен кәрестерді ұмыттырады ғой. Жоқ, ондай емес. Айырмашылық бар. Бірақ айырмашылық бар. Үлкен енді жалпы әл-ауқаты бар адамдар просто так ол әл-ауқатты болған жоқ. Әл-ауқаты бар адамдар көбірек еңбектенген адамдар. Көп нәрсені еңбектеніп түсінген адамдар, олар басқа жағынан да денсаулықтың да қадірін түсінеді. Ол ақшасы бар, денсаулығына қарайтын адамдар, денсаулықтың маңызды екенін түсінген адамдар, өзінен ешқандай да ақша аямайды. Ол начальный кариес болсын, жаңағы осложнение болсын, максималды түрде өзіне қарап істеуге тырысады. Көп жағдайда енді кедей демей қояйықшы, енді қарапайым адамдардың өзім сияқты мен де қарапайыммын. Өзінің қалағанымен, бірақ оның қаражаты өкінішке орай қаламайды. Екеуінің сәйкестігі, өзінің қалауымен қаражатының екеуінің деңгейі сәйкес келмей қалғаннан кейін көп нәрсе енді жаңағыдай өткізіп алады да. Сол мақсатта бар. Енді кейбірде болады, шіреніп келген байлар, бірақ аузы кешіріш болып тұратын. Просто бұл жерде мысалға қараңыз, бай мен жаңа қарапайым деп жатыр ғой. Бұл жерде тістің Алла тағала бәріне бірдей береді. Алла тағала бәріне бірдей бергендіктен бірдей мүмкіндік болады. Оған арнайы күтім тек қана жуып, как бір щеткамен бір паста ғой, негізі обязательно. Просто уақытысына жуу. Мына жерде не бар? Уақытысына жуу. Мәселе бар ғой. Просто мынада екі мәселе бар. Бірінші мәселе, жаңа айтқан сияқты, тіс бәріне бірдей беріледі. Күтімі де, особо қаражатта екеуінде бірдей. Щетканың қарапайым халықта щетка пасталуға ақшасы жетеді, қаражат жетеді. Тек екінші фактор бар, ең үлкен фактор. Қарапайым халық, мысалға, ақшасы жеткен тамақтармен ғана тамақтанады. Ол ақшасы жететін тамақтар қазіргі таңда көбінесе енді химикаттарда. Химикаттар, ол самый питание деген нәрсе бұзылса, тіс, ол сен қаншалықты күтіп жүрсең де ішінен бұзылады. Жаңағыдай элементтер, кальций, фосфор, фтор деген жетпегеннен кейін де бұзылады. Ақшасы бар адамдар көбінесе жақсы питаться етуге тырысады олар. Жақсы питание болатын болса, тіс күтімі де жақсы болады. Сондай бір факторлар болмаса, атак, уход екеуіне де бірдей, щетка, пастың да бағасы екеуі де бірдей. Бір адамның несінде болып тұр ғой, санасында болып тұр ғой.
біз денсаулықты қаншалықты не біз істейді. стоматологтар жалпы осы салада болғаннан кейін кез келген адамға бірінші тісіне қарайсың ғой. Иә. Автоматом көзің тісіне кетеді мысалы Иә, новыйдан иә. жолыққан мысалы танысқан адамдармен ше тісіне қарайсың. Мен бір осындай бір кісілер көрдім, кәдімгі ауылда қарапайым прям жағдайдың төмен жерде тұрады, бірақ бір тіс шірімеген ғой. Прям бір тісі кәдімгі аузынан бір иіс шықпайды. Не мәселе? экология Вот мықты, қараңыз, табиғи дұрыс өнім. тамақтануда. Екінші мәселе, бір кісілер бар, наоборот да жаңағыдай, енді айтпай ақ қояйын, жағдай жетеді, бірақ ауыр иістер келеді. Ауыр иістер келеді. Енді бізде солай, біз стоматология саласында жүргеннен кейін адамның бірінші қарайтын жері тіс. Күлетін жері қалай не қылады, қалай тіс дамыған, немесе қаншалықты түзу емес, живой емес деген сияқты, өзінікі емес. Сондықтан жаңағыда қарапайым бір кісіні көрдім, прям тісі мықты. Мен бірақ ол кісінің кейіннен зерттеп қарадым да, ол кісінше не үшін десем, ол кісі кешке обязательно тіс жуады. Кешке обязательно, азанда обязательно тіс жуады. И ананың тісі дерзкий прям. Реально оқ, еще живой. Жасы Оқ дейсің. жасы 51-де ана кісінің. Сенесіз бе? Бар, иә. 51-де адамның тісі әлі бір шеті құрттанбаған. Енді ойлаңыз. Бұл жерде ол кісіге ешқандай мысалға байлық керек болған жоқ ол кісіде. Мен білем тарихын ол кісінің, историясын. Ол кісіде байлық болған жоқ, ол кісіде кәдімгі тамақ прям неден жейтіндей условия болған жоқ. Бірақ ол кісіде санасында негізі. ол кісіде прям күтім болды. Күтім болғанда қанша обязательно творог сондай нәрселер көп жейді. И жаңағыда пияз, енді ол дұрыс емес, но бірақтан жаңағы чеснок деген пияз нәрселер жақсы жейді. И бірақ тісін жақсы жуады. Азында кешке болды, жатарда жуады, азында жуады, болды. Екі мезгіл обязательно жуады екен. И чеснок пиязды жаңағы ащы нәрселер көбірек жейді екен. Ана Weston Price дейтін кісі бар. Сол кісі жаңағыдай не істейді? Африкадағы балдарды қарайды. Неде жалаңаш жапырақ далада жүретін бар ғой, қазіргі нелер. Солардың тістеріне қарайды да таң қалады. Неге бұларда жаңағыдай тістер аппақ тап-таза деген сияқты да. И соларға зерттеу жасайды. Зерттеу жасаған кезде мына нәрсені анықтайды. Олар ешқашан немен жаңағыдай химикатпен тамақтанбайды. Аң аулайды, шөп жейді. Көрдің ба? Егер внутренний питание жақсы болатын болса, табиғи нәрселерден тістің күтімі де жақсы болады. Жақсы болады. Неге жаңа сіз айтып отырсыз, шалдар нелі, олар дейтін шуат, қымыз ішіп, ет жеп, кілең сондай сүйек мүжген кісілер да, олардың тістері жақсы болады, ондай кісілер бар. Қазір жастар, мысалға, жастардың өзіне тістері нашар қазір. Мен есімде біздер 2017 жылы 97 жылың қыз келген бізге, аузында дым тіс қалмаған. Ол кезде 97 жыл қыз деген жап-жас қыз ғой. И сондай моменттер бар. Жап-жас келеді, аузында дым тіс жоқтар. Ол жаңағы көбінесе негізі байкедей деп жатыр ғой, жаңағы адам санасына негізі көбірек келеді. Санасы түс күтімі жақсы не болса, проблема жоқ. Сосын әреге қараңыз, бұрында жаңағыдай севаран деген нәрсе болған жоқ қой. Детский емдеу деген нәрсе болған жоқ қой. Баяғыда уже тіс автоматын астынан шыға береді, түсіп, новыйдан салынды. Қазір прям емдеу ғой, еще жас балдардың тістері үлкен кісілер, взрослый кісілердің тісіне қымбат қой. Реально ғой, емдеу ше. Мысалға, әшейін севаранның өзі қаншама не болады. Оның күтімі уже қазір ненің өзі қоғамдағы химика нәрсенің татауы көбейіп кеткен себебі уже тістің өзі мысалы кішкентай балаларда солай кетіп қалғанда уже. Севаран не үшін болды? Не үшін пайда болды? Ол сұраныс болғандықтан. Сұраныс кішкентай балаларға өте көп болып кетті да қазір. Тіс ауыру, тіс жемірілу, тіс құрту. Бірақ баяғыға қарағанда мен түсінемін, мен түсінігім бойынша біздің кезімізде ондай бір нәрсе условия болған жоқ. Стоматолог баяғыда барасың, жұлып тістеді, қызық емес. Қазір емдеу дамыды, тіс тамам алып қалу дамыды. Қазір кішкентай балаларға дейін жаңағыдай күтім бар да, мысалға тіске. Біздің кішкентай кезімізде күтім болған жоқ. Өзі түсіп қалады, сол болмаса есікке ойлайды, бір тартады, мысалға болады. Солай болды ғой. Жұлып тістеді, астынан новый тіс шыға беретін болған ғой. Арман аға, жақсы дәрігер міндетті түрде бай болу керек па? Қымбат көлік, особняк, элитный ЖК деген сияқты. Бай стоматолог, жаңағыдай жақсы емдейтін стоматолог міндетті түрде бай болу керек деген қағида жоқ.
мен білетін мысалға енді эндодонтия саласында үлкен ғалым кісілер бар ғой. Мысалға Доминико Рикучи, Жозе Секейра деген кісілер бар да. Бұлар кәдімгі ауылда, поселокта жұмыс жасайды. Кәдімгі ауылда жұмыс жасайды. Кішкентай бір ауылда, әлі күнге шейін сол ауылда, бірақ үлкен жаңағы ғылымды зерттеген, үлкен кітаптары жарыққа шыққан сондай кісілер да, әлі күнге шейін әлемдік сұранысқа ие кісілер. Қазіргі эндодонтияның біраз көзін ашқан кісілер. Олардың жағдайы, әлі поселкеде солай тұрады да. Мына Японияны қарайтын болсақ, дәл сондай. Сол себепті бай болу ол шарт емес, және бай болса да ол жаңағыдай кемшілік нәрсе емес. Егер жақсы өзінің услугасын сата алса, өзінің жаңағы құндылығына сай қаражат тауып алса, неге оған бай емесқа? Ол ешқандай кедергі жоқ. Но бірақ екі стереотип бір-біріне кедергі келтірмейді ешқандай да. Қазір менде тағы да қарапайым халық жағынан тоже бір сұрақ, өзім де қарапайым халықпын. Тіс емдеуге барған кезде жалпы примерно стоимости там 100 000 200 000 теңге шамасында шығады кейбір лечениялар. И вот сол мәселені медициналық терминсіз қалай дұрыс жеткізесіздер? Өйткені медицинский терминдерді простой адам, басқа бір жұмыс істеп жүрген адам вообще түсінбейді. Там цирконий, коронка түсінбейді, и соны медицинский терминсіз қалай жеткізесіздер, чтобы ол пациенттің тісін емдеу үшін? Енді сол бағаға сай, да, деп тұрған сол. Сол бағасы 200 000 теңгеге какой-то мынандай бір кішкентай имплант, либо там коронка не үшін қымбат? Допустим, нені алайық, пломбаны алайық. Егер тіс емдеген кезде кейбір жерлерде бар, енді бағасы 70-80 мыңға шығатын жерлер лечениесі да, кариес лечение, пломба деген. Ол негізі зависит врачқа. О жерде пломба салу екі врач болу мүмкін. Мысалға бір врач алады да, сол жерді тазалап пломба сала салады, бір тегіс етіп сала салады да. Екінші врач бар, дәл сондай лечение, бірақ жаңағыдай бүткіл протоколын біледі, жаңағы өзінің тістің анатомиясына сай қылып жасайды да. Каждый бугурларын тістің жаңағы әрбір төмпешіктері бар ғой, соларды қалыптастырып әдемі қылып жасайды. Енді бұл екеуінде не айырмашылық десе, жаңағыдай анатомияны қалыптастырып біліктілікпен кәдімгі жасайтын врачтың мынау жаңағы саусақтарымыз, біздің өзінің формасы бар ғой, дәл сондай қылып формада жасау, ол сол саусақтарымыздың қайтадан жұмысына кепілі да. Енді жаңағыдай тістердің әрбір бугурларын қалыптастырып жасайтын врач, ол біраз жаңағыдай оқыған, тоқыған, біраз ізденген, қаншама лекторларды, қаншама қаражатын құртқан врач. Ол нәрсені просто так жасап жатқан жоқ. Ол жасап жатқан жері жаңағы құтақандай бугурларды қалыптастырудың өзін үлкен біліктілікпен жасап жатыр. Неге? Өйткені әрбір бугур жаңағы тістің бетіндегі төмпешіктердің өзінің атқаратын қызметі бар. Өзінің атқаратын қызметі бар. Бекерден бекер атқаратын қызметі бар, оны бірақ қарапайым адам түсінбейді оны. Қарапайым адам түсінбейді. Оны просто так, мысалға, егер жаңа алады да, тістің бетін тазалап, кәресін бетіне просто теп-тегіс пломба сала салса, сізде не болады? Сізде қандай? Просто так сіз алдыңыз, 15 000 теңгеге емдеттіңіз, 15 000 теңгеге бетіне просто бір тегіс пломба салып берді. Енді сізде қандай процесс болады? Сізде сол жерде тамақ шайнауыңыз уже бұзылады. Былайша айтқанда, ол тіс тамақ шайнаудан уже шығып қалады. Тамақ шайнаудан шығып қалғаннан кейін не істейді? Сол жердің бұлшық еті уже шаршап бастайды. Уже көбірек сіз шайнай бересіз сол жермен. Бұлшық ет качаться етіп кетеді. Бұлшық ет шаршағаннан кейін не істейді? Гипертонус мышцы дейді. Гипертонус мышцы қатайғаннан кейін бастың сүйегін қысады уже. Түсіндіңіз ба? Рабочий сторона деген осы жақтан басталады. Неге? Жаңағы гипертонус мышцы бір жаққа қарай тартады уже. Түсіндіңіз ба? Қатайып кеткен мышцы, бір жаққа қарай накачанный мышцы, бір жаққа қарай тартады. И адамның уже бетінде асимметрия пайда болады. И екінші асимметрия қисаяды. Деформация болады. Бет әлпеті қисайып бастайды уже. Сүйек бұлшық ет тартқаннан кейін сүйек қисаяды ғой. Уже бұлшық ет қисайып бастайды. Бас сүйек қисайып бастайды. Содан кейін екінші бугурлары болмағаннан кейін сол жақтың бұзылысы, шайнаған кезде дұрыс шайналмайды да, не істейді? Астыңғы жақ ұстайтын, бір-бірінен бейт ұстап тұратын төмпешіктер болмағаннан кейін жақ уже артқа қарай жайлап жылжып бастайды.
түсіндіңіз ба? Артқа қарай кете береді. Артқа қарай кеткесін не істейді? Мына жердегі сіздің тыныс алу жолыңызды қысып тастайды. Адам ұйықтаған кезде қорылдайтын содан. Түсіндіңіз ба? Қорылдайды, тыныс алу жолыңызды қысып тастайды. Тыныс алу жолы қысып тастағаннан кейін не істейді сізде? Уже организм ауызбен демалып бастайды. Ұйықтаған кезде адам ауызбен демалады. Ол ауызбен демалғаннан кейін не істейді? Уже ауыз қуысына құрғап бактериялар көбейеді. Басқа тістердің себепші болады кәріс түсуіне. Ол сөйтіп астыңғы жақ кете бергеннен кейін не істейді? Адам вынужденно бүкірейіп жүруге тура келеді. Көбірек ауа жұту үшін. Қараңызшы, бір тіс бұзылған. Бір кішкентай сондай пломба еді сізде просто 15-20 мыңға салды. Қаншама проблемаға келіп тастады. Адам оны білмейді. Ол 15-10 жылдап жайлап шыға береді. Сізге кәдімгі ровно бугурлармен тістесетін қылып салып берді. Тісіңізде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Ол қайтадан сол дұрыс функциясында жұмыс жасап жатыр. Осылай. Оның құндылығы міне осыда. Сол үшін ол өзінің ақысына 100 мың теңгеге лайықты адам. Сіз енді 100 мың теңге бердіңіз, ол тіспен сізде 10-15 жыл проблема болмайды. Сіз 10-15 жылға ол тісіңізге инвестиция жасадыңыз. Ол былайша айтқанда су тегін нәрсе. Ал енді 20 мың теңге бердіңіз, при этом сіз каждый ай сайын сол 20 мың теңгені жыл сайын беруге тура келеді да, мысалға. Ақыр сонда не тісте қалмайды, не денсаулық қалмайды, не ақша қалмайды. Міне айырмашылығы осыда. Именно тіске келген кезде дұрыс маман таңдау керек. Дұрыс маман таңдау керек. Специалист, осылай опытный, еще автоврач таңдау керек. Арман Мырза сияқты консультацияда түсіндіріп берсе, ол кез келген адам түсінеді деп ойлаймын. Одан кейін мынандай понятие кетпейді. Стоматологтар слишком көп бағаны накручивать етеді деген. Ол жақта еңбек бар, қаншама жылдық курс, обучение, білім бар, техника бар. Ал енді сол бір тістен қанша пайда табасыз? Бір лечение тіс. Менде нақтына келген кезде қанша теңге қалады сол именно бір тістен? Таза пайда. Менде қазір лечение кариеса 35 мың теңге. Мен себестоимость есептедім. Негізі келгенде минуста бұл кісі. Негізі келгенде минуста. Потому что бұл кісі қанша миллионға сат кабинет ашты. Қанша кабинет ашты, одан кейін қаншама білімге ақша жұмсады, қаншама уақыты бар. Әлі бұл кісі плюске шыққан жоқ деп ойлаймын мен. Бұл общий есепке алғанда. Сол моментті алатын болса, бір кезде 10 мың теңге, 15 мың теңге шығар. Менде лечение мысалға 35 мың теңге, кариста. 35 мың теңгеден мен себестоимостьін есептедім. Жарық, свет, су, ассистенттің, врачтың ақшасы, материал, ауа, воздухтың кететін нелер бәрін есептеп алып тастаған кезде 28 мың теңге себестоимость шықты. Ар жағында 7 мың теңге пайда болды. Сонда 7 мың теңге, сіз бір кариесті қанша уақыт емдейсіз? Бір кариесті 2 сағат уақыт емдеймін. 2 сағат. Сонда сағатына 3,5 теңгені түсіп тұр. 3,5 теңге деген, ол деген нерв. Дәл қазіргі сақсап өтесің, ол жерде психологический нелер бар. Пациент нервіңа тиіп кетеді, сенің энергияң сорып кетеді. Ол қараңыз, былайша есептегенде 2 сағатта адам таксовать еткеннің өзінде біраз жерге барады. Таксовать етіп 4 адам алсаңыз, 3 адам алыңыз, 3,5 теңгені 4 мың теңгеден алыңызшы. 2 сағатқа 7 мың теңге болып тұр ма? 7 мың теңгені есептегеннің өзінде ана таксист сіздерден көп тауып отыр ғой. Реально екенде ше. Жалпы бұл енді бұл кісі жалпы бір неге деп есептемеймін, жалпы одан да басқа жаңағыдай емдейтін нелер бар ғой. Әлі бұл кісі плюске шыққан жоқ деп ойлаймын. Жалпы мысалға ше, мен өмірлік тәжірибеден есепке алғанда, жалпы бұл кісінің оқуы бар, курсы бар, жалпы осыншама вложение салып жатыр, қаншама ақша жұмсап жатыр. Болашағына бүйтіп есептегенде бір где-то тағы да бір 5 жыл осы суммамен 5 жыл тапса, 5 жылдан кейін барып плюске шығатын шығар. Шықса. Ол кезде тағы да бір қымбат оборудование срок беріп жіберген. Арада әлі сіз тағы да қымбат оборудование аласыз ғой. Оны да есепке алып отырмын ғой. Тағы да оборудование алсаңыз, уже ол тағы да минус қой, бүйтіп есептегенде. Мен сөйтіп есептеймін ғой енді. Есептегеннен кейін кейбір стоматологтар қараймын ғой. 5 мың теңге кариес емдеп жатады, 15 мың теңге. Акция ғой бағана 1+1. Есеп дұрыс болмай тұр ғой, значит. Есеп дұрыс дейсіз ма, білмеймін. Или болмаса қалай пайда тауып жатқанын вообще түсінбеймін. Бір қиындау сияқты мынау да. Не нәрсе? Жалпы ол кісілердің несіне кірмей қояйық, өзіміз өзіміз жеткілікті. Құрметті көрермендер, біздің подкастымыз соңына келді. Арман аға, Артықбай мырза, уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіргім келіп жатыр. Енді біздің подкасттан соңында сіз жақтан да бір бағалы сыйлықты ойнатамыз деген
бір ниет бар. Мгм. Адамдар, көрермендер комментарий жазады, комментарийдің арасынан өздеріңізге ұнайтын комментарий таңдап, соған бір определенный затты подарить етсеңіздер, сыйласаңыздар болады. И қазір ол заттай болсын, моральный поддержка ретінде болсын, ол қандай затты айтып кету керек қазір дәл осы жерде. Мгм. Любой комментарий сізге өздеріңізге ұнаған комментарийді белгілеп, сол адамға қай жерде болсын, қай қаладан да болсын, Ну, оған жеткізіп береміз. жоқ, қараңыз енді бұл жерде мынандай сұрақ болып тұр ғой. Ол жалпы стоматологтарға ма менікі Сізге любой адам. сіз жақтан, сіз жақтан стоматологтарға Аха. зат, оборудование, материал не берем десеңіз бере бересіз. Арман аға тоже стоматологтарға, либо болмаса қазір в данный момент Ақтөбе қаласында клиникаңызда жүрсіз, иә? Мгм. Мгм. Пациенттерге де арнасақ тура болмай қалады негізінде. Мгм. Именно если курс өтем дейтін болсаңыздар, болады ғой. Офис курсы ойнатып жүруге. Екі түрлі сыйлық болсын. Иә. Егер пациенттердің комментариясы ұнап жатса, пациент жазған комментарий ұнап жатса, менен бір тегін лечение болсын. Ал егер врачтар жақсы комментарий жазып жатса, менің онлайн сабақтарымды 3 ай тегін подпискамен қараса болады. Не. Не. Артықбай мырза, Арекең бұл жерде кәдімгі мәттік жасап кетті ғой. ставканы көтеріп отыр. Жарысып кетті ғой. Жалпы стоматологтарға былай жасап берейін. Осы салада болғаннан кейін 100 000 теңгелік сертификат берейін. Осы видео шығады. Жестко. Осы видео шығады. Определенный уақыт белгілейік. Жалпы видео шығады. 10 күн деп есептейін. 10 күн ішінде. 10 күн ішінде. 10 күн ішінде кімніңкі 10 күн ішінде прям көп лайк жинайды. Мықты болады, өзіме ұнайды. Действительно, сол адамға 100 000 теңгелік біздің стоматологиядан кез келген затын алып. Бәке, онда ең бірінші өз жерін 40 рилсқа салу керек қой. Осы сұрақты қай стоматологқа қойғыңыз келіп жүрген еді? Егер де сол стоматологты белгілеп сұрау белгісін жіберсеңіз, ол кісі мүмкін сізге жауап берер. Жауап бермесе тағы да бір белгілеңіз. Келесі подкастқа кімді шақыру керек екенін белгілеп кетіңіз. Егер де сізге қызық адам болатын болса, біз міндетті түрде шақырып, осылай сұхбаттасатын боламыз. Ашық, ешқандай сценарийсіз. Құрметті көрермендер, уақыт бөлгендеріңізге тоже сіздерге де рахмет. Бағанағы сыйлықтарды естеріңізден шығармаңыздар. Міндетті түрде комментарий, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Арман аға, Артықбай мырза, келгендеріңізге өте үлкен рахмет. Алғыс шексіз. Шақырғанда. Осымен біздің подкастымыз тамамдаймыз. Болды.